Бисмиллах. Қайырлы күн, қымбатты Нәзік әлем подкастының тыңдармандары. Бүгін бізде ерекше подкаст. Бәріміз күттік. Оқырмандар сізді жиі сұрайды, жиі жазады. Сөйтіп, мен де бар батылымды жинап, сізді подкастқа шақыру нәсіп болды. Салтанат ханым, рахмет бірден келіскеніңізге. Бізде қонақта Салтанат Мұрадова, өте білікті психолог, өте білікті маман. Қазақстандағы бір топ 5-ке кіретін мен үшін психолог маман деп білем. Қош келдіңіз, көп рахмет. Оқырмандармен танысып, амандасып өтсеңіз болады. Және бір сұрақ қойғым келіп тұр, осы танысу мақсатында Инстаграмда сіз Кербез Лейди деген никнейммен танымалсыз. Неге Салтанат Мұрадова емес, неге Кербез Лейди? Осы танысу мақсатында осы сұрақ қойғым келіп тұр. Барлықтарыңызға саламатсыздар ма? Негізі бұл сұрақ жиі блогта да қойылып тұрады. Мен ол туралы постта жазғанмын, стористе де шығарғанмын, бірақ енді аудитория кеңейген сайын қайта қойыла беретін сұрақтардың бірі. Расында солай. Менің есімім Салтанат Мұрадова, но мына блогтың ашылуы өзі қызық болды. Былай болған, что жалпы мен психологияны зерттеп жүргеніме 14 жылдан асты. И менің бүкіл, мысалы, бірінші образованием педагог начальных классов. И сол жерде в основном біз көп возрастная психологияны көп оқыдық. Себебі бастауыш мектепте жаңағы бір қосу бірді емес, оны так бәрі біледі ғой, но сол бір қосу бірді вообще басы тап-таза, менде ештеңе жоқ, балаға жеткізу әдісін, жолдарын білу үшін біз алдымен психологияны оқимыз. И бастауышта біз оқығанымыздың где-то бір 60-70% точно постоянно психология болатын. Басқа сабақтарға мен салыстырғанда. Немесе психологияның тармақтары, жаңағы логопедия деген, дефектология, тағы бірдеңе деген андай қосымша тармақтары болған. И соны зерттеп келе, негізі мен қазір қозғап отқан тақырыптар в основном семья ғой, отношения, қарым-қатынас, ата-ене, муж, сол нәрселерді қозғаймын. Неге? Себебі мен тұрмыс құрғанда как раз осы тақырыптарға келіп тірелген кезде түсіндім да, что оказывается слабый жерім осы екен. Мен өзім көп жаңағы қиыншылықтардан өттім семьяға қатысты. И сосын соны бүйтіп алып зерттеп келген кезде, оказывается, барлық нәрсе все в голове дейді ғой, все у нас в голове, все в душе, все эти обиды. Сол бізді проблемаға әкеліп соғады екен. И сол нәрсені шешкен кезде ғана, біздің ішіміздегі рухани бір жараларды шешкенде ғана, оказывается, адам жалпы не только в отношениях, ол өзі бақытты болуға бел буған кезде, когда он начинает сам собой работать, сол кезде, оказывается, айналадағылармен де қарым-қатынас түзеледі екен, там ешкімнен ештеңе күтпеуді үйренеді екен, соның арқасында басқалармен уже андай тығыз, күшті, әдемі қарым-қатынасқа өте алады екен. Соны түсінген кезде мен жаңағы бүкіл түйген ойларым бәрін осындай қыздар жиналады ғой, бір тобымыз бар, жаңа кассамыз бар, чайымыз бар деген сияқты қыздармен жиналып, сөйтіп сол қыздарға айтып беретін. Қыздар, оказывается, былай екен, мен былай деп ойлап келсем, оказывается, қарым-қатынаста былай дұрыс екен, мынау былай екен деп сөйтіп жаңа бөлсең ғой жай ғана сөздермен. Сөйтіп сол именно жаңа черный касса деп айтамыз ғой, енді біз қазір соны алтын касса деп атын ауыстырып. Сол жердегі қыздар бүйтіп айтты, Салтанат, давай сен осының бәрін просто құр қалмасын. Біз сенен естиміз, естігенді біреуге жеткіземіз, и сөйтіп осылай тарап жатыр сенің әңгімелерің дейді. Но бірін, мысалы, сен бізге жеткізгенде біз оны жеткізе алмаймыз. Жарпысы қалып қалады, әркім өзінің жаңа несіне, капаситесіне дейді ғой, қарай жеткіземіз. И иногда там мысль теряется, иногда смысл теряется. Немесе адам өзін қосып жіберуі мүмкін. Да, иногда өзіміздікін қосып жібереміз. И иногда бірдеңе айтып атып, сосын қалай жеткізіп еді Салтанат, біз осыны жеткізе алмай қалдық деп сөйтіп айтамыз дейді. Давай сен осыны блог қылып шығар деп айтқан. Давай мы тебя поддержим, репостын жасаймыз, бәріне рекомендациясын жасаймыз, ты просто пиши. И мен шынымен жаңағы блогты ашқанда сразу бүкіл мен танитын қанша адам бар, потому что все за эти 14 лет, которые я изучаю психологию, с кем-то я просто разговаривала, ночные девчачьи темы по душам болатын,
потом ну тағы да андай проблемасы болса сразу маған звондайды, іздейді. Одан бөлек біз тәрбиеші болдық, сосын сол жерде постоянно бір сәл қиқ етсе мен іздеп келетін оқушыларым болды. И бәрі алды да бірден блогым таратып жіберді. И бір айдың ішінде бір 5000 оқырманға бірден бірақ ұшып жеттім. И сол жаңағы блогты ашарда әлі есімде не деп отырмын, поликлиникада, по-моему, бір то ли бала ауырып қалды ма, то ли өзім әйтеуір бірдеңе болып поликлиникада отырмын. Жаңағы кассаның қыздары жазып қоймайды чатқа, салты аштың ба деп. Есімде 7 декабря, пятница, я с ребенком в поликлинике, и поликлиникада отырып ашқанмын, и атын не деп қоямын деп жаңағы подружкамен не қыламын сөйтіп. Жаңа колледжде бірге оқыған, тәрбиешілікті бірге істеген, жақын құрбым Сандуғаш деген. Соған айтып жатырмын, Сандуғаш, мен былай деп қойсам десем, Салтанат, как назовешь корабль, так он и поплывет дейді. Сондай, типа атын хайырлы қылып қояйық, дұрыс қылып қояйық. Давай бір кербез леди деп қояйық деп сол ұсынды негізі. Мен шын айтсам, кербез деген сөздің мағынасын ұзақ білмей де жүрдім. Мен оның атын қойдым, бірақ мағынасын білмей жүрдім. Соншақты досыңызға сенгенсіз ғой? Иә, соншақты сенгем, это раз. Типа, и екіншіден андай да, ол құрбым қазақша жақсы сөйлейді маған қарағанда, и ол андай осындай көркем сөздерді жақсы біледі. Сол үшін мен оған вообще полностью доверять ете салдым ол тақырыпты. Сөйтіп жаңағы кербез леди деп атын қойдым, сөйтіп қыздар таратты. И кейін уже уақыт өте келе сол подружкаммен кездесіп, кербез деген не десем, жаңағы ол орысша дұрыс білмейді, мен қазақша дұрыс білмеймін. Сөйтіп маған кербез деген переводын, типа жаңағыдай элегантная, там такая роскошная деп сөйтіп жіберген. Сөйтіп жіберген, сөйтіп мен вау, аты күшті екен деп өзім таңдалып қоярым, уже 5000 подписчикке жеткен кезде солай болып кетті. И я никогда не скрываю, говорю, рахмет, это Сандуғаштың қойған аты. И шынымен бір хайырлы болды деп ойлаймын. Күшті. Негізі андай психологтарға тәрбиешілік деп айтып қалдыңыз ғой. Мен де тәрбиеші болғам, бірақ өзім психолог емеспін. Жалпы адамдармен сұхбаттасу кезінде андай көмектеседі да, бұрын болған тәрбиеші болған бір нем тәжірибе болды. Сол күшті екен. Енді қараңыз, жаңа сіз айтып жатырсыз ғой, барлығы санадан, яғни ішкі әлем травмалармен біз қалай бәрін жауып тастасақ, сыртқы әлем де сондай бүтін болады дегенге келтіріп жатсыз. Сол үшін де мен подкастты 2 бөлімге бөлдім. Бірінші бөлім ол табысты арттыру санадан деп келдім. Қазір соңғы кездері стористарыңыз, посттарыңыз миллионершаларға мысалға курс жасау деген тақырыпқа келіп жатыр. Сол үшін де осы тақырыпты алдым. Және табысты арттыру дегенге қазір көбісі осы тақырыпқа қызығып жүр. Сол үшін екінші бөлім ішкі әлемді реттеу. Жаңа сіз де айтып жатырсыз ғой, қарым-қатынастың барлығы басқалармен өзіміздің ішкі әлемімізден басталады деп. Сол үшін де осындай 2 бөлімге бөлдім. Енді сұрақтарымызды көше берсек болады, иә? Қараңыз, бірінші сұрақ мынадай да, сіз посттарыңызда, стористарыңызда осы табысты арттыру ішкі әлемнен бастау болады. Біз өзіміз миымызда қалай шектеу қоймасақ миллиондарға, ішімізде рұқсат берсек миллиондарға, иә, мысалға жақсы өмірге, табысты өмірге рұқсат беруден басталады деген стористарыңызда солай жиі айтасыз. Енді қараңыз, мұсылмандарда ризық тек Алладан, яғни ішкі әлемнен емес, тек қана Алладан деген ұстанымда болып, кейбіреулері табысын арттыруға тырыспайды. Ал кейбіреулері керісінше ризық Аллахтан дегенді ұмытып, Разақ есімін Аллахтан ұмытып, керісінше өзі жүгіріп кетеді де, сөйтіп тез шаршап кетуі мүмкін. Яғни бұл жерде 2 шеті бар да. Бұл жаңағы ситуацияның 2 шеті бар. Осы ситуацияда алтын ортаны қалай ұстануға болады? Шын айтсам, менің прям діни керемет бір білімім жоқ. Мен прям бүйтіп кірісіп, мынау былай деп, именно діни тақырыптан сізге терең немесе андай керемет жауап бере алмаймын. Бірақ мен психологиядан білетін андай ғылыми тұрғыдан біраз зерттеулерді оқығаным бар, жаңағы тренингтерде, семинарларда естігендерім бар. Сонымен қоса отырып, мысалы, кейбір рухани әңгімелер тыңдаған кезде жаңағы Аллах былай дейді, немесе мынау былай ғой, былай жұмыс істейді деген кезде екеуін бүйтіп ұштастыра отырып, оказывается, жаңа тренингте естігенім, мынау мен естігеніммен былай келіседі екен ғой. И, конечно, дінді всегда я беру за основу, потому что Аллахтың сөзінен ұлы сөз жоқ деп айтамыз, иә. И даже бүкіл ғылым 100% барлық жерде айналып келген кезде
бір аллаға келіп тірелетін, это 100% екенін сенемін. И сөйтіп маған осы екеуін ұштастырып отыру қызық. И кейбір ұстаздардың сабағына барған кезде мынандай Құрманғазы ұстаздың сабағына барғанда ол кісі Аллахтың есімдерін күшті бүйтіп ашып береді да, и психологияға да әкеліп береді, и менің мына жерде өзімнің білімдеріммен сөйтіп жаңағы не екеуі күшті келіп қалады. И сол кезде ол кісі бүйтіп айтқан, конечно, 100% жаңағы сіз айтқандай екі жақта да, мысалы бір өзім деп шауып кетсе де, біреу Аллахтан деп отырса да, 100% ризық Аллахтан. Ана өзі шапқаның өзінде де, даже Аллахты ескермей шапқаның өзінде де Аллахтан. Неге? Себебі Аллах тағала любой нәрседе әрекетті жақсы көреді. Любой. Және әділ. Да. И жаңағы әрекетке Аллах тағала өзінің жаңағы берекетін береді, өзінің текірек сол әрекет етіп жатқан энергияның өзі Алладан ғой. Сол үшін по-любому бүкіл ризық 100% ол Алладан. Это вообще не обсуждается. Мысалға сіз айтасыз ғой посттарыңызда, стористарыңызда, миллиондарды табу оңай, мен сізге табысты арттыруға көмектесем. Яғни барлық нәрсе будто өзімізден секілді көрінеді. Бірақ ол да бар, то что біз миллиондарды тырыссақ жетеміз. Бұл бір крайность. Екінші крайность бар, ой, ризық Аллахтан ғой, не істеймін. Өзі келетін есік болса келе салады деп отыра беретіндер бар. Жаңа Құрманғазы ұстаздың сабағында бүйтіп түсіндірді. Негізі күн бар дейді. И күннің шуағы ол бүкіл әлемге бүйтіп жайылып тұр, иә. Бірақ мысалы мен күннің маған біздің үйге кірген қаламасам, мен не істеймін, перде жабамын. Перде қоямын. И былайша қараған кезде күн не ол жұлдыз, энергиясы тасып тұрған мықты жұлдыз. И бізге даже мысалы сәл күннің астында отырсаң, даже күйіп кетесің да, андай бірдеңе прям не алып кетеді, бұзылып кетуі мүмкін күннің астында тұрса. Сондай мықты күші бар. Бірақ нәзік перде ол күнді жауып қоюы мүмкін дейді. Хотя ол жай ғана андай жұмсақ нәрсе дейді. Сонда перде жаңағы, если былай примерно сравнениеде, мысалы күн Аллах десек, перде ризықты, мысалы күн Аллах демей қой, күн ризық деп айтайық, ал перде ризықты жауабатын нәрсе деп айтады. И мысалы перде не үшін күнді жаба алатын қасиеті бар? Себебі перденің ішінде де Аллахтың бір есімі бар дейді. Мысалы Саттар деген есімі бар дейді. То есть Аллах тағала бізге өзінің неше түрлі көркем есімдерін не только инструмент ретінде беріп қойған дейді. То есть әр нәрсемен. То есть мысалы келіп тұрған ризықты біз басқа есіммен жауып қоюымыз мүмкін. Аллахтың Раззақ деген есімін басқа жаңағы есіммен жауып қоямыз дейді. Мысалы Саттар деген есіммен, немесе жаңағы қорғаушы деген есіммен. Аллахтың есімдері көп қой негізі, сипаттары көп. И тіпті мына дуалдың мықтылығында Аллахтың тағы бір есімі бар дейді. Сол жаңағы қатты ұстап тұрған деген сияқты есімі болуы мүмкін дейді. И соның арқасында мына дуал мықты болып тұр дейді. То есть Аллах тағаланың бір есімі бар соның ішінде. И сол сияқты біздің жаңағы немізде Құрманғазы ұстаздың несі маған түсіндіру маған күшті келді. Блок деген нәрсе сол біз Аллахтың бір көркем есімімен екінші көркем есімін жауып қояды. Да. То есть мен бір өзімнің немде пример келтірген бір стористе. 25 жасқа дейін мен тұрмысқа шықпай жүрдім. И негізі, былай қарағанда, например, оған себеп жоқ та. Мысалы, допустим, и работа есть, и мысалы түрдесе түр бар деген сияқты бәрі бар, да. Но почему-то вот с парнями не получается там. То где-то там болмай қалады, әйтеуір неше түрлі жолдармен. И мен соны ойлайтын, неге болмай қалады? Мен бүйтіп ойлаймыз ғой, мен диплом алып ал, сосын мен жігіт іздейсің деп айтады ғой. Бүйтіп ойлаймыз, біз қызыл дипломмен шығамыз, и бізді жігіттер күтіп тұрады, и мен арасынан таңдап аламын да, вот сен деп саған үйленіп кетемін деп ойлаймыз ғой. И когда я такая, универ закончила, женихов нет, я работаю, женихов нет, короче. И сөйтіп жүрген бір андай қатты ашуланған кезім болған, и тем более 25 жасқа жақындаған кезде прям давление болған, со стороны общества, со стороны родителей, қашан деген уже андай не шығады ғой.
бізді асықтырып. И со кездерде прям қатты нервім ұстайтын, не үшін типа бір жігіт дұрыс кездеспейді деп ше. Со кезде оказывается менің ішімде мынандай бір өзім шектеп қойған жүрегімнің түбінде бір қорқынышым бар екен. Қорқыныш деген кезде мынандай бір ойым бар. Біз ол кезде тұрмыстық жағдайымыз қиындау болатын семьямызда. Өз үйіміз жоқ Алматыда. Одан кейін жаңағы там ата-аналармен ажырасқан, одан кейін короче осындай типа авторитетті түсіретін, кейін если тұрмыс құрған кезде идеальный картинканы бұзатын нәрселер менің өмірімде көп болды да. Менің ойымша мен өз үйімнен бір күшті әдемі үйден ұзатса, керемет бір той жасаса, одан кейін менің ата-аналарым қол ұстасып тұрса, бір андай күшті әдемі картинкам болды да менің ойымда. А ол картинка жоқ, өмірде ол картинка жоқ. И мен сол үшін ойлайтын, Салтанаттың ата-анасы ажырасқан екен дегенді естісе не болады екен. Там как будто менің авторитетім түсіп қалатын сияқты. Немесе жаңағы Салтанат өз үйінен емес, бір какой-то там, не знаю, съемный квартирадан ұзатылды деген сөз дұрыс емес болатын сияқты. Артынан келетін дүние дұрыс емес болса, ужас болатын сияқты. Прям это как будто кошмар болатын сияқты. И оказывается, сол ой менің жаңағы, біреумен кездесуім ол да ризық қой, мысалы сол ризықты жауып тұрған екен. Менің сол типа я же хочу идеальную картину, когда я встречусь с парнем, когда я буду с ним дружить, когда я буду за него замуж выходить, чтобы было вот так. Но этого нет, и я вот здесь закрыла себе тут путь для того, чтобы общаться с парнями. И у меня нет парня. Короче, вот андай жігітпен не жоқ, короче, дұрыс қарым-қатынасқа бару жоқ, да. Танысу деген жоқ. И сол сияқты біздің ойымызда неше түрлі идеальный картинкаларымыз бар. Мысалы, мен допустим, жұмыс істесем, былай болса, менің күйеуім маған былай қолдау жасаса, менің енем былай десе, ата-аналарым былай істесе, мен балам бүйтіп жүрсе, там ауырмаса, там күшті сабағын өзімен өзі оқып жүрсе, мен тек қана жұмыс істесем, мен тек қана там табыс тапсам, или там өзімді былай көрсетсем, и адамдардың бәрі маған келіп, бағанағыдай ана қызыл диплом көрсетсем, клиенттер маған келсе, и күшті болып кетсе деп ойлаймыз, да. Но когда вот какого-то фактора из твоей идеальной картинки нет, мы берем и вот так вот делаем блок на том, что не сейчас. Вот когда у меня будет эта идеальная картинка, допустим, когда у меня родители снова сойдутся, когда они заработают на хороший дом, когда у них будет достаточно денег, чтобы мне приданое купить, со кездеми или нем деген шарт қойып аламыз да өзімізше. И ол шарт, вот этот блок, это біз Аллахтың басқа есімімен қойып аламыз, например, жаңағы ризық есімін басқа есіммен. Я не знаю, тут әркімнің ситуациясына қарай әртүрлі басқа есім, например, и Аллах өзінің мейірім есімімен, мысалы, басқа есімді жауып қоюы мүмкін. То есть біз Аллахтың сол есімін қолданып. И вот блок — это вот эта штука. Когда ты, и когда ты человеку объясняешь, что не обязательно для того, чтобы у тебя были миллионы, чтобы там, допустим, чтобы твой ребенок не болел. Для этого не обязательно работать 24/7. Для этого не обязательно вот это делать. Жаңағы блоктар бүйтіп ашып көрсеткен кезде, ол адам өзінің, ол білмейді, что это ненормально екенін. Потому что оның ішінде жүрген кезде оны түсінбейді. Мысалы, мен сол кезде тұрмысқа шықпай жүрген кезде Салтанат, типа, несіз ата-анасы ажырасқан, ақша жоқ адамдар да үйленіп жатыр, бәрі дұрыс деп айтса, олар да бақытты бола алады деп айтса, мен сене алмас едім, потому что в моей картинке мира этого нет. Типа, у меня должно быть по-другому. Я же видела, что моя подружка выходила замуж, и у нее крутое приданное было. Я также хочу. Мен көргенімді қалап тұрмын, да. То, что я другой человек, у меня все может быть по-другому, мен оны қабылдамаймын. И вот когда ты вот начинаешь человеку вот это объяснять, именно психотерапия, да, там консультация, да, иногда просто осылай екі ауыз отырып сөйлескенде адамдар кәдімгідей шынымен солай екен ғой деп ойлап, что так можно было деп, что так можно было деп, мына жері прям санасы ашыла бастайды, и после этого я с тобой поговорила, и у меня проблема решилась, да. То есть почему? Потому что вот ты убираешь то, что он вот здесь вот так вот закрыл. Опять же, вот эту дорогу, то есть очищаешь жаңағы
судың жолында тас тұрады ғой, сол тасты алып тастасаң андай поток күшті бүйтіп аға бастайды ғой, сол сияқты. және де бір күннің сәулесі түсіп тұрса, сол пердемен жауып тұрған секілді болып тұр ғой. Пердені бүйтіп ашып қоямыз. Вот вообще задача в этом, то есть там нет никакой мистики, там нет ничего, что типа вот психолог өзіне алып бірдеңе істеп жатыр деген. Нет, там мы просто видим элементарные законы физики, законы психики, и это работает. И ол жерде ешқандай ширк, басқа нәрсе ештеңе жоқ, потому что бар нәрселер да ол. Күшті. Және ислам дінімен, ислам дінінің шеңберінде дейсіз ғой? Иә, конечно, шеңберінде. И сосын жаңа ғана ризық келеді деп андай бүйтіп қол қусырып отыра беретін адамдар, это как раз жаңағы ризық келеді. Да, и у этого человека есть свой ризық, который даже ештеңе істемесе де, ну, сол келеді деп отыра берсе де, біреу оны бақса да әйтеуір келетін ризығы бар, это да. Но качество этого ризыка, да, который к тебе придет, да, оно будет другим. То есть, например, если, допустим, я могу хотеть, чтобы, ну, не знаю, каждый день дома еда была, правильно? Но мысалы бізге в какой-то момент Аллах тағала бізді аштан қалдырмас үшін, может, көршілерімізге артық беріп, күнде оларды артылып бізге қалған жіберуі мүмкін. Мысалы, вот, Салтанат, сендер, оказывается, ризықсыз отыр екенсіңдер, жеңдер, депші. Но они едят свежую, вкусную еду, такую, которую они захотели, а нам приносят только то, что осталось, например. И мы вынуждены питаться тем, что есть. И люди, которые сидят, типа, бізге әкеледі ғой десе, ну, они должны понимать, что качество там будет другое. И, да, и то, что ты хочешь, например, бесплатная государственная школа – это ризык. Правильно? Да. Но если ты хочешь, чтобы твой ребенок, например, с каким-то другим уклоном развивался, для этого есть другие платные школы. Ты можешь учиться в бесплатной школе, а можешь прям с классным качеством, именно балагным потенциалом ашатын басқа мектепке беруге болады, но туда нужно немножко постараться, поработать. Күшті. Және де бір хадис естідім да, болашақта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан екен, сендер білсеңдер ғой, Аллах тағаланың сондай ризықтарды сендерге дайындап тұрған, сендер жүгіру керек дейді да ол нәрсеге. Жүгірсек қана біз аламыз, бірақ Аллах тағала, ризықтың бәрі Аллах тағаладан, ол итак та дайын тұр. Миллиондардың бәрі тұр жанымызда, просто барып ала салу керек дегенге келтіреді да осы хадисте. Күшті, машалла. Рахмет жауабыңызға. Ана күшті мысал болды тұрмысқа шығумен. Прям жетті. Енді қарашы, осы табысқа талпыну тақырыбында осы тақырыпты қозғайық. Кейбір адамдар жұмыста, бір ғана жұмыста, бір орында тұрып қалады да. Бірақ олар негізі ішкі қалауы бар. Мен өскім келеді деп іште қалайды, бірақ өспейді да. Бір жерде бірнеше жыл бойы тұра береді. Тіпті мысалы психология саласында да консультациясының бағасы өспеуі мүмкін, бірақ тұра береді, жүре береді, тәжірибесі арта береді. Өскісі келеді, бірақ өсе алмайды. Ондай осындай табысқа жету үшін қандай қабілеттер керек? Бір психологияда қандай бір өз-өзін шектемеу керек па, өзін ретті ұстау керек па, не істеу керек табысты арттыру үшін? Ну, я всегда на всех консультациях, на всех своих курсах я всегда говорю, можно оставаться проработанным неудачником, делать там, да. То есть, например, ты можешь свои психологические проблемы все решить, но өмірің өзгермеуі мүмкін. Өзгеріске не әкеледі, тек қана әрекет әкеледі. Все, басқа ештеңе әкелмейді. То есть әрекет деген нәрсені біз бүйтеміз, істеп жатырмын ғой, я еще больше беру заказов, я сильно зашиваюсь деген, мен имитация бурной деятельности жасап жатырмын дейді. То есть я, допустим, если 10 клиент қабылдаса, мен 20 клиент қабылдап жатырмын, солай табысым артты, но, например, мен екі есе қиналып жатырмын бұрыннан деп сөйтіп келеді. Екі есе шаршаймын, екі есе меньше вижу детей, в 2 раза меньше получаю удовольствие от денег, которые я получаю. Я именно сол кезде айтамын, ну тогда можно поднять цену за услугу. То есть в 2 раза, чтобы больше зарабатывать, там, если ты уже саған екі есе көп адам келетін адам болсаң, то, ну, увеличь ценник, ты будешь работать меньше за ту же цену, да?
Это обычный маркетинг, потому что когда есть спрос и предложение вырастет, Яндекс Таксиде де солай ғой, жаңбыр жауған кезде анау қанша болса таразға барып келетін ақша болса да барып мысалы отыра береміз, иә, сол любой бағаға келісіп. Сол сияқты, когда есть предложение, когда есть спрос, рождается предложение. И нужно увеличить ценник деп айтамын. И ол адам не істейді? Ценникті қорқуда это қорқыныш бар. Ценникті көтеруде қорқыныш бар. И обычно вот когда там ты копаешь в это место, сол жерде қорқыныш типа выберут не меня, а вдруг адамдар келмей қалады, а вдруг типа мен сол ақшаны алам да, я потом типа, допустим, мен егер 5 мыңға істеген жұмысымды мен 10 мыңға уже как будто 2 есе лучше істеуім керек сияқты ана адамға деп, мысалы көбірек тырысуым керек сияқты деп сөйтіп келтіреді. Конечно, качество там должно улучшиться, да, но не обязательно так, чтобы ты прям адамға жағу үшін бүкіл ас үстінен түсу деген сөз емес. Вот. И вот в тот момент жаңағыдай блоктар шығады, опять же, адамдардың жаңағы қойып қойған, что 10 мың алатын адам, ол мынандай болу керек, а я не такая. Или вот жаңағыдай страхи, что если я подниму ценник, они уйдут туда, где дешевле. Типа, мен клиенттерін жоғалтам. Да, клиенттерін жоғалтам, да. Ну, в такие моменты обычно просто универсальная работа, там также просто обычно это какая-то ситуация в детстве, в юности или там, ну, впечатление, адамның өмірде қатты бір дақ қалдырған, із қалдырған бір момент шығады. Вот, и когда ты помогаешь человеку вот этот момент развязать, жаңа сол жерде болған түйінді развязать еткен кезде, шешкен кезде, уже человек отпускает, он реально такой, почему я так думал? Типа у всех, мысалы, әр адамда өзінің ризығы бар. И мысалы, маған келетін адам менің тілімді түсінген үшін, менің подачамды ұнатқан үшін келеді. И ол адам менде қанша тұрса да, мысалы, бүйтеді Салтанат ханым, у меня есть, допустим, такая-то сумма, но я поднакоплю, потому что у вас дороже, басқаларға жетеді негізі, но я хочу к вам, потому что я знаю, что вы объясните так, когда меня дойдет. То есть ол адам уже біліп тұр, біздің тіліміз келісіп тұрғанын, бір-бірімізге андай не алып тұрған, что мы друг друга понимаем. Вот. Күшті. Сонда табысты арттыруда кедергі болатын нәрсе ол қорқыныштар, да. Или әрекет жасамау. Кейбір адамдармен даже проработаешь, ну андай көтер десе, аха деп отыра береді. То есть мысалы оның орнына мен барып көтермеймін ғой, ол бүгіннен бастап бұның ценнигі мынандай деп. Ол өзі әрекет жасау керек. Или мысалы жаңағы жұмыста өсу үшін, мысалы бір орында отыра берсе, пассивный работник болса, оны өсіру үшін, мысалы, любой бастық қайда қарайды, потенциалына қарайды ғой адамның. Бір орында отыратын бастық, типа керек емес, правильно? Бастық деген не істеу керек? Ол жан-жақты бүйтіп көбірек движение жасайтын адам болу керек, да, чтобы более такой шустрый, объем задач большой, чем ты выше положение у тебя. И соны көтере алатын адам керек. И бір орында отырып, почему меня не повышают? Типа, мен уже 15 жыл істеп жатырмын, бәрі всех вокруг повысили. Это, наоборот, тревожный звоночек для тебя, что ты делаешь не так, что 15 лет ты сидишь на одном месте, всех вокруг тебя повысили, кроме тебя. Ну, я точно там молодам. Ондай кезде сұрақ қою керек, өзіне. Да. Что я делаю не так, что у меня еще продвижение ешқандай жоқ, просто жоқ. Күшті. Енді қарашы, бұл жерде салыстыру басталып кетпей ма? Адамдар кейде көп қоғамда байқаймыз осындай проблема. Бір-бірін салыстырып жатады. Бұл неден болуы мүмкін? Әркез әлде андай синдром отличницы ма, әркез бәрінен де мен күшті болуым керек деген нәрседен қалып қойған ба бұл? Негізі мен бұрын бұның себебі, типа кезінде біз салыстырды ғой, көршінің баласы деген знаменитый бала бар ғой. Бәрін танитын оны. Жұрттың баласы, көршінің баласы. Керемет. Содан деп ойлайтын. Но я потом поняла, что вообще басқа елдерде көршінің баласын айтпаса да, любой адам жалпы өзін біреумен салыстыруға не екен? Бейім екен, да. Что почему ана, мысалы, көзі бар, екі қолы бар адам оны істеп жатыр, а мен неге істей алмаймын деп, мысалы, өзін, типа, это один из видов мотивации такой, типа, мен подружкам істедім, мен де істей алам, көршінің баласы істеді, мен де істей алам деген. Но
такой, наверное, паттерн поведения, поскольку андай айтады ғой, человек это социальное животное деп, социальное существо. И біз социумда болғандықтан, бір қоғамда болғандықтан, қасымыздағылардың іс-әрекеті бізге әсер етпеуі мүмкін емес. Это естественно, что мы сравниваем себя с другими поначалу. И вот задача как раз-таки дойти вот здесь до такой свободы, чтобы перестать себя сравнивать с другими людьми. И это не делается за один раз, это не делается там бір оймен ғана оны жасап кету қиындау, да? Негізі мүмкін, бірақ қиындау. Вот когда ты понимаешь, вот кеше ғана маған осы сұрақты қойды. Почему, типа, ты среди психологов, типа, особенная дейді, да? Знаете, что я сделала? Мен негізі жалпы өзімнің еліктеушпін өзім. Сондай мінезім бар. И соның басында мен енді бастаған кезде осы блогты ашып, сосын андай резко, андай үлкен аудитория келіп кеткен кезде мен басында жазбаларын просто өзім күніне 3-4 посттан шығара беретін, бүйтіп жазға беретін. Күніне 3-4 посттан, потому что толып тұр ғой ана жерде, шығару керек бір жерге. И ана ойым таусылып қалады, постқа сыймайды, келесі пост деп сөйтіп шығара беретін. И сөйтіп вот благодаря себе и своим вот этим мыслям я набрала вот эти 5000 человек. А потом я такая, ары қарай өсу үшін, как будто мне нужно делать то, что делают другие. Типа вот уже сол кездер андай мықты психологтар бар, Россиядан бар, басқа неден бар, елімізде уже тоже бум басталды. И мен сол кезде өзімді салыстыра бастайтын. Так, ана кісі марафон жүргізіп жатыр, мен де жүргіземін. Ана кісі бүйтіп жатыр, мен де сөйтемін. Как будто я должна повторить за этим человеком, и мен соны повторять етсем, как будто я останусь, типа, как будто я все будут говорить: о, Салта классная, потому что она проводит марафоны. Салта классная, потому что она делает то же, что и другие классные психологи. Типа, ұқсап бақ дейді ғой, бірақ соның более негативный жағын жасап жатырмын, да, типа салыстыру арқылы өзімді. И когда я в какой-то момент поняла, что это меня загоняет в депрессию, ты начинаешь жаңа тілің салаңдап, анау марафон жүргізсе сен жүргізесің, анау бірдеңе істесе сен істейсің, қайталайсың, сосын оның ойы саған бүйтіп жұғып кетеді да, сен де солай ойлай бастайсың. Ну, потому что у каждого человека есть своя какая-то мысль, которую он транслирует. И вот, мысалы, бірден соны алып аласың, бірден ананы алып аласың. И когда я поняла, что я начала загоняться по этому вопросу, я просто взяла, отписалась от всех психологов. Конечно, басында мен бірдеңе үйренемін-ау деп жазылған адамдарым кейін маған наоборот өсуіме кедергі болды. Потому что, мысалы, уже андай салыстырулар келе бастады директке. А она что ж так говорит, вы у нее, да, подсмотрели деп, андай адамдар енді ақымақ емес қой, бір-бірін сөйтіп не қылады. И сөйтіп мен, короче, взяла, от всех отписалась и начала, вот, осталась в тишине и начала сама читать, сама слушать какие-то жаңағы сабақтарды қосымша, свои какие-то мысли писать, сама анализировать, да. И вот я сама деп басында қате болды, кейбір пікірлерім иногда андай өзімнің нелеріме кіріп кеткен, типа травмаларыма кіріп кеткен пікірлер болды, там еще что-то, как-то комментировала, получалось плохо, хорошо, но со временем я андай өзімді ести бастадым, что оказывается, вот мой путь. Вот мысалы мен, ана кісі былай слишком мына жаққа кетеді, но мне туда не интересно. А этот человек говорит слишком по-научному, но я хочу попроще говорить. Этот человек слишком дінді айтып жатыр, а я хочу держать баланс. То есть и вот так вот и потихоньку, когда я нашла себя, у меня прям өзімнің тілім пайда болды, өзімнің жаңа стилім пайда болды. И это уже ешкім айта алмайды, Салта, сен мынаған еліктеп жатсың ба, мынау тоже осындай ұқсас ой айтып жатыр деп. Конечно, психология наука болғасын, біз бәріміз примерно бір нәрсені айтамыз, правильно? Бәріміз сол ортақ бір нені, потому что там белгілі бір заңдылықтар бар, это никак не изменить. Но подача у каждого своя, и нюансы насчет каких-то вопросов у каждого свои. И благодаря этому я нашла свой путь, именно вот в психологии. И поэтому люди мені именно тұлға деп қарайды. Не вот та, которая повторяет за всеми, а вот та, которая идет своим путем. И поэтому это получает уважение. И это всегда чувствуется. Басында салыстырасың. Әсіресе жаңа кәсіп бастаған кезде, жаңа іс, жаңа жол бастаған кезде салыстырасың, это неизбежно. Это нормально. Это нормально. И в какой-то момент, когда ты поймешь, что слишком уходишь в другое, в чужую мысль, в чужие там паттерны поведения, тебе нужно вот как раз отписаться ото всех и остаться в тишине и начать уже что-то свое, как можешь, да, как можешь. И если
многие новые подписчики мен жаңағы страницамды от начала до конца ақтарады екен да. И сөйтіп басында былай деп жазсыз, қазір былай деп жазып жатсыз деп енді нелер салыстырулар өткізеді. Я говорю, да, так было. Почему? И я специально не удаляю свои старые посты, потому что я хочу, чтобы люди видели, что был прогресс, что я когда-то так думала, потому что эти мысли иногда противоречат прям қарама-қарсы менің қазіргі ойларыма. Тогда я не понимала что-то, но потом со временем там есть пост, где я пишу, что я это поняла, и дальше, короче, уже басқаша ойлап кеткенмін. Я считаю, что это, естественный рост, это классно, деп ойлаймын. Потому что ешкім төбеден крутой профессионал болып салбырап түспейді. Вот. Это все. Сонда дамудың бір естественный жолы біріншісі салыстыру болуы мүмкін. Басында болуы мүмкін, иә. Ондай кезде бір шамалы тоқтау беру үшін бәрінен ысырып тастап, бір адам когда оңашаланып өзімен өзі қалады ғой, мысалы пайғамбарымыз да так часто сделал, да, сөйтіп оңаша қалып, уйти в пещеру, да? Уйти в пещеру, үңгірге кетті, деген сондай өзімізден қалып, ойларымыз және өзіміз деп, негізі қызық сын айтып отқаныңыз, себебі андай да, шынымен әр психолог әртүрлі, және андай бір-бірі анау жаман, мынау жақсы деп айта алмаймыз. Бәрі өзімен күшті, да, бәрі өзі болғаны үшін ғана күшті, дара болғаны үшін ше. Сол үшін нелерге күшті мотивация сияқты бұл нәрсе. Бастап келе жатқан мамандарға. Бастап келе жатқан мамандарға күшті сияқты. Енді қарашы, бізде ысырап деген ұғым бар, сосын өзімізден өзіміз ақша аямау деген ұғым бар, да. Екеуінің ортасын қалай ұстансақ керек? Бізде бір енді қазақы менталитетпен өстік қой көбіміз. Бір кішкене бір артық болып кетсе, қойыңызшы, ысырап деген сияқты ұғымдармен өстік. Енді өсіп келе жатамыз, подросток боламыз, Алматыға келеміз. Бұл жерде бір сондай терминдарды мен бір жете сіздім шынымен. Оказывается, өзінен аямау керек екен ғой. Прикиньте, бірінші рет 20 жасында деген сияқты да. Ал барлық артық болып кеткеннің бәрін біз ысырап деп келдік. Сонда осының ортасы қандай? Осы екі ұғымның. Мынандай бір ой естідім, маған ұнады, мен соны ұстанамын да. Например, крутой телефон за 1 000 000. И ол ысырап па. Если я беру этот телефон и кәдімгідей бүкіл функцияларымен қолданып, например, осы телефонды алғанда, менің жұмысым жартысы Инстаграмда, да, жартысы так вот батарейкасы таусылмайтындай мен онлайн консультация жүргізуім керек. Мені одан кейін интернетті жақсы ұстау керек, потом осылай видеолар түсіреміз, одан кейін тіпті курс жазған кездерім болды, жаңа жақсы качество, да. И если былай есептесек, мысалы, әр сабақты, допустим, 20 000-нан түсіретін болсам, бір курсым, допустим, 10-15 сабақ уже мен телефонның жартысын ақтап қойды деген сияқты. Типа ысырапын. Понимаете? Благодаря тому, что я могу использовать свой телефон как инструмент, и я сэкономила на курсах, например, я сэкономила там, адам маған келді, мен качественный прямой эфир жасадым, и получается, вот ол маған сағатына төлеген ақшасы, одан кейін солай бүйтіп наворачивать еткен кезде, мен ойлаймын, мына телефоным уже біраз рет уже өзін ақтап қойды, алғаныма азақ болды деген сияқты. И вот осындай нәрсе шын мәнінде, если сен оны қолдансаң, качественно қолдансаң, и, например, я считаю, что вещи не должны подводить человека. Обувь должна быть хорошая обязательно. Там какие-то вещи аз да болса, бірақ сапалысы болу керек деп ойлаймын. И вот, мысалы, сумка, я могла ее там за 100 000 купить, но я ее везде, и в мир, и в пир, и везде она в тему деген сияқты ғой. Типа, вот, әбден қолданам, тастамай қолданам деген, мысалы, в моем понимании это так. Мен қолданам, жақсылап тұрып ол маған көмектеседі, талай нәрсеге типа удобство берет, она облегчает мою жизнь, и я этим буду пользоваться. Но, например, духовка на 1 000 000, менің жағдайымда это ысырап. Потому что я почти не готовлю сейчас. И для красоты алынған духовка на 1 000 000, чтобы был у меня красивый кухонный гарнитур, и все говорили, что у меня духовка стоит 1 000 000, это уже ысырап, да? Но для домохозяйки, которая сидит дома, которая печет торты, которая реально соны қолданып, это облегчает ей жизнь. Она там таймерін қойып қоятын шығар, вентиляторын қойып қоятын шығар, то есть кәдімгідей как положено қолданатын шығар ол жаңағы, не знаю, духовканы. Для нее это ысырап емес, для нее это
реальный инструмент, который облегчает ей жизнь. Понимаете? И вот я, вот отталкиваясь от этого, у меня есть какие-то вещи, на которые я вообще не жалею деньги, и есть какие-то вещи, которые я, ну там, самый простой, самый китайский наласлам, да, и жүре берем, для меня это норм. То есть, типа, вот, ой, Салтанат, у тебя что там, дешевенькое, вот это там, у тебя стаканчики дома дешевенькие, десе, ага, типа, этого я алмаймын, да, потому что, ну, допустим, ол маған это для меня не так важно, как, например, хороший телефон или хорошая сумка. Понимаете? Вот я вижу грань только в этом. Күшті. Негізі ысырап деген сөздің өзін дұрыстап ашқан дұрыс та, мысалға адамдар көп нәрсені уже ысырап деп ойлайды да, бірақ ол көп нәрсе көп қолданса, бұл уже ысырап емес. Мысалға жаңа телефоныңыз, және Төребек ағай тоже айтқан, ысырап деген ол бір нәрсені артық жасау. Босқа кету да. Мысалы телефон үшін мен iPhone 13 мысалы босқа кетпейді ғой. Әрбір функциясын қолдансақ, ол точно ысырап емес. Но, например, бір клиент келді, бүйтеді, мен мамама iPhone 11 Pro алып бердім дейді. Я говорю, мамаң оны не істейді? Мысалы 60-дағы апа не істейді оны? Правильно? Но ей нужен вот этот статус, что я ей крутой iPhone купила деген. Понимаете? Вот это уже сраб, это уже ненормально. Тут лучше апашке купить какой-то кнопочный телефон, который она реально бүйтіп түсініп, бүйтіп қолданатын ше. Ну, енді, конечно, апалар әртүрлі болады ғой енді. Но все равно даже самая продвинутая апашка iPhone 11 Pro Max-ты дұрыстап қолданылмайды. И это наоборот, да, и это наоборот кейбір жағдайларда оны даже опасностьке тастауы мүмкін, потому что мысалы бір апаның қолында 11-ді көрсе, мысалы біреу, ну, алып кете салғысы келеді, там, или апа бір ақшалы біреу деп ойлауы мүмкін, там, ну, может что-то угрожать ее жизни или безопасности. Поэтому я за такое осознанное потребление деп айтайын ба. Күшті. Әр адамның қолданысына сай. Да. Күшті. Енді қараңыз, мидағы шектеулер туралы сөйлессек, біз бір бастап айтып кеттік та, мидағы шектеуді қалай жоямыз? Ол да қорқыныштан бастау бола ма? Және миллиондарға кейде рұқсат бере алмаймыз да. Мысалға алдында андай болды, бір қызық оқиға. Мен подкасттар тегін жасаймын, тегін жариялаймын. Бірақ астына Каспи қойып қоямын да. Егер қолдағыңыз келсе, қолдаңыз деген сияқты. И әдетте маған 100 теңгеден бастап, мен ұялмаймын айта салайын, 100 теңгеден бастап 2000 теңгеге дейін жаңағы донат түседі кейде. И бір кезде бір ағай даже кім екенін жаттап алған ба, 10 000 теңге салып жіберді подкасттар үшін рахмет. И мен түсінбей қалдым да, так, что-то қабылдай алмай жатырмын да. Зачем так много? Почему так много? Мен по идее істесіңдер тегін бере салып жатырмын ғой деші. До того күшті подкаст болған ба, мен енді келесіде точно, мен уже маст дейді ғой, міндетті түрде келесіде мықтырақ істеуім керек деп бірінші ой сондай болды да. То есть мен миымда рұқсат бере алмайды екенмін негізі. Именно подкаст үшін. Хотя мен ойлап қараймын, бұл еңбек қой, редакциялау бар, алу бар, келісу, кездесу деген сияқты нәрсе. И қалай осы мидағы шектеулерді алып тастауға болады? Сосын мен іштегі коллегаларыма айтамын да, прикиньте, біреу маған 10 000 теңге салып жіберді деген сияқты. Қайта бәріне айта бер. Прикиньте, өзім сенбей жүрмін да. Сосын олар әзілдейді да, егер сізге 100 000 салып жүрсе, дірлеп кететін шығарсыз дейді да. Вот, хотя бұл 100 000 болсын, тіпті миллион біреу салып жіберуі мүмкін, подкастқа рахмет деп. Бірақ мида шектеу болып тұр да. Получается, мен миымда рұқсат бермеймін. А вот осындай шектеулер басқа адамдарда болуы мүмкін. Қалай алып тастауға болады? Окей, давайте так. С вами самая простая проработка – это ценность продукта деген нәрсе бар. Например, перед тем, когда мы пишем курс это интеллектуальный нәрсе ғой ол. И, например, оның ценностін түсіну немесе жеткізу қиын, потому что в основном мен білем не беріп жатқанымды. Примерно оны, допустим, и бүйтіп жаңа сөйлесеміз продукт менеджерлармен, нелермен отырып, допустим, сен не бересің? Я говорю, мынандай курс жазып жатырмын, примерно ол мына туралы болады, мынандай проработкасы болады, мынандай ақпараты болады. Сосын, и самому это оценить очень сложно на самом деле. И когда, мне кажется, это естественно, мен оны так тегін беріп жатқан, мысалы, стористе тегін беріп жатырмын мен оны. Но осыны адам төлеп келсе, мен оны басқаша жақтан түсіндірем, и ол түсініп кетеді. Және оған құндырақ та болады. Құндырақ та болады. И, например, қанша қойғың келеді? Я говорю, не знаю, давайте думать.
как цена образуется, да, на курс, я рассказываю, в нашем случае, я не знаю, как у других. Сосын бүйтеді, например, әр курста, әр сабақта сіз не бересіз? Я говорю, бір жеке кездесудің ақпаратын беремін, там проработкасын беремін. Сол, типа, егер тура сол нәрсені маған адам келсе, сондай запроспен, мен осылай жұмыс істер едім деймін, да. То есть, получается, сіз, допустим, 10 сабақ жазасыз, и әрқайсысында примерно бір жеке консультацияның ақпараты болады. Я говорю, да. Тогда, получается, сіздің бір консультацияңыз пусть будет 10 мың теңге, значит, курс 100 мың теңге тұру керек қой. Дейді, да? Неге? Қалай сонда? Потому что, мысалы, мен 10 сабақ жаздым ғой. Бір жеке консультацияның құнын беретін, мысалы. И я такая, по идее, да, 100 мың тұру керек, да? Например, если мен бір консультациям 10 мың болса, былай 100 мың болу керек. Я такая, наверное, давайте тогда уберем тот фактор, что это онлайн, это не я с ней лично работаю. И, короче, мы торгуемся с проект-менеджерами, короче, они ставят побольше, я такая, нет, вот давайте уберем вот это место, потом вот так, и, короче, бір бәрімізге ортақ бір санға келеміз, да. Иногда маркетинг келеді, өйтіп айтады, я исследовала рынок, там таких дорогих курсов нет, давайте еще меньше, а я такая, нет, меньше уже нельзя, и, короче, там, короче, у нас цена образуется вот так. И когда ты обсуждаешь свой продукт и рассказываешь о нем кому-то, ты начинаешь видеть ценность этого продукта. То есть құндылығын көре бастайсың. И ваша задача увидеть ценность своего продукта. Вам нужно начать рассказывать о своем продукте людям. То есть вы, например, скажете, что я общаюсь, допустим, мынандай кісілермен, на такие-то темы. Если эти темы, допустим, в осылай отырып с психологом, да, человек проведет час, и для того, чтобы я ему вот это объяснила, у меня стоит столько-то, у того человека стоит столько-то, у третьего стоит столько-то. То есть по факту вы даете платные вещи бесплатно. И когда у вас вот здесь в голове повысится ценность вашего продукта, вы поймете, что вы делаете на самом деле. И тогда уже донатов станет больше, кстати, потому что у вас вот здесь вот этот чек-тьютер, да, типа, есть такая нехорошая штука, бүйтіп айтайыншы, КТЛ-дерде деп айтайын. Давайте так, как есть айтайын, да. В КТЛе дети привыкли очень много получать. И бесплатно получать. Я даже помню момент, мен Петропавл КТЛде жұмыс істедім, 7-ші класста, когда, там, бірінші жыл андай стройка, не болып, кішкене ремонт болып сөйтіп жүрген, екінші жылы әйтеуір бізде кантин ашылды. Сол кезде оқушылар айына 7 мың төлейді ма, одан да аз ба, короче, сондай госшкола ғой. И жаңағы кантин ашылды, енді кантиннен сатып алуға болады деген хабар шыққан кезде бізге қыздар білесіз бе не деді? Не үшін кантин бізге тегін бермейді, біз айына 7 мың төлеп жатырмыз дегенше. А көзіміз банка болған ғой, то есть до такой степени люди привыкли к халяве. То есть что мы им все даем. Мысалы, чай сағаттарына біз өз ақшамызға бірдеме сатып аламыз, пісіреміз, үйтеміз, бүйтеміз. То есть вообще КТЛщики халявщики. Я извиняюсь, конечно, всех, я сама среди вас, но в целом, как бы, эта логика от нас, лично от меня очень долго отходила, что за все надо платить. Типа, если я вот так вот разговариваю, бізде андай ғой, КТЛдер бәрібір мне бауыр сияқты, қай КТЛ дейді, и все, бітті, граница стирается, и ты такая уже сразу резко бір Ақтөбеден бауыр тауып алғансың ғой, сондай болады ғой бізде. И сол адам, мысалы, мен маникюр жасамын десе, тегін жасап берші деп күтіп отырасың ол адамнан, понимаете? Вот такое ощущение, как будто мы же КТЛщики, и ты мне должен деген бір ой бар, да? Потому что это, конечно, классно, что у нас комьюнити такое очень сплоченное, да? Но в то же время юзание друг друга у нас тоже очень сильно идет. И мы, допустим, получив какой-то продукт, да, от кого-то, допустим, даже ту же психологическую или да, тот же маникюр, біз еще жақтырмай кетеміз, качество сонша емес екен, мынау былай екен. Почему? Потому что, да, снап, потому что мы хотим обесценить продукт, который у нас есть, подешевле его сделать для себя, что типа у нее маникюр 5000 стоит, да, но я такая, ой, как будто на 1000 без покрытия как будто сделано, да, айтқымыз келеді, да, то есть мы хотим обесценить этот продукт. И я это к чему? К тому, что когда ты растешь в обществе, где все бесплатно, оценить свой продукт очень сложно. Вот оттуда, по идее, идет вот это вот, конкретно у нас деп айтайын. А вот, мысалы,
басқа адамдар кішкене саусағын қимылдатса ол нәрсеге уже басқаша ақша алады, и главное, все с этой ценой соглашаются, потому что у человека вот здесь есть понимание этого, понимаете? И тағы да айта кетейін, енді прям нацияға тиіспей ақ қойын, бірақ мысалы орыстар деп айтамыз ғой, орыстардың тура сол продукты может быть дороже, чем у казахов, но они себе позволяют ставить вот это вот. Не, например, ремонт үйге қазақтар жасаймын 800 000 десе, орыстар 1,5 миллиона десе, соларға бергім келіп тұрады. Как будто они сделают лучше, ответственнее сияқты, как будто. Почему? Потому что, но на самом деле не в качестве работы может быть заключаться, а в том, что тот человек вот здесь позволяет себе эту большую цену, и он в этом свободен. А тут на 800 000 деп еще стоит, сомневается, может 600-ге түсірейін ба деп, понимаете? Вот вообще это все мына ойдағы нәрсе. Ой, негізі сол внутреннее непозволение, неумение оценивать свой труд, обесцениванием его. И еще, ну, вот тут же глобальная казахская проблема, жаңағы бізде ата-анамызға жағу үшін мы что-то сверхъестественное жасауымыз керек, да, чтобы наши родители сказали вау деу үшін. Да, мынау менің балам деп, елге бүйтіп көрсеткенге ұят болмайтындай деп. И вот жаңағы лично у меня, қалай болғанын айтсам, у меня папа, я от папы ждала все время мақтаған. Енді мама мақтайды ғой всегда, мама айтады, а пападан күтесің ғой бірдеңе айтқан. Қыздар еще папасына жақын. Вот, жалпы, да. И к тому же папа, он, знаешь, это вообще по психологии, это человек, связь с социумом. И как будто если папа признает, социум тоже признает сияқты бір ой жүреді, бір ойдың түбінде, мидың түбінде. И я все время бүйтіп әкелем ғой, қызыл диплом әкелем, папа молодец, шах етіп жауып қоя салады бүйтіп. Мысалы біреулерге қарайсың, көрімдік сұрап жүгіріп, апасы жылап сөйтіп жүреді да, мен деген той жасап, тілек айтып атады, сенде деген молодец, типа сегодня тебе там побольше плова положим деген сияқты ғой, типа вот, типа это было просто. Ну, и пападан бір мақтау күту, это қиын нәрсе етін, да. Вообще, мысалы, если в казахском обществе, типа, вот деп айту үшін сені не только ел қабылдау керек, мойындау керек, сен шетел қабылдау мойындау керек, сол кезде, без сомнений, типа, сен Димаш Құдайберген болуың керексің, да, чтобы сен Қытай мойындасын, чтобы сен бүкіл әлем мойындау керек, сол кезде сен уже, вот, біздің Димаш деп айта алатындай болуың керек деген сияқты. Сондай бір ой, максималисты, да, мы все такие қазақтар деп айтайық, көбісі несе. И, наверное, еще вот оттуда идет, что вот обесценивание своего продукта, своего труда, своего там, своих каких-то талантов. Кажется, что, ой, это знают все, ой, это и так всем понятно, тем более, да. И ко мне приходят невероятно талантливые люди, и когда они рассказывают, что они делают, я говорю, такого же еще продукта нет, сен шығарсай, деген кезде, қойш, ну, типа, допустим, ну, пусть маникюр болсын, сонда тырнақты бояуды ешкімде жоқ па, бәрі біледі ғой дейді, но капец талантливая в этом вопросе, да, например. Или там, ну, неважно, любой нәрсені, қазір кішкентай нәрсені әдемілеп тұрып узко профильно қылып сатуға болады ғой негізі, но сата алмайды, потому что вот как раз есть вот это обесценивание собственного труда. Вот, и как раз вот из-за того, что мы обесцениваем свой труд, нам обесценивание деген астында нет, без цены, понимаете? Тегін, мы не можем поставить эту цену. И когда нам кто-то говорит, вау, классно, вот тебе, и дает чуть больше, чем ты думаешь, он таки, она бірдеңе беру керек, андай борыштар сияқты болып тұрасың, анаған типа артығымен жасау керек, енді еще лучше, енді еще круче деп, вот сол кезде выгорание басталады. Да, бір адам тебе заплатил, а у тебя начнется выгорание, потому что ты начнешь слишком сильно стараться. А когда ты слишком стараешься не для себя, а для кого-то. Да, для кого-то, там начинается выгорание. Вот, когда это уже тот человек тебе заплатил за то, что ты делаешь это с кайфом, на расслабоне. А вот уже тут расслабиться не получится. И ты начнешь уже андай тырысып, там сальто жасай бастайсың, да? И короче, будет сложно. Сонда өзіміздің шектеу қоймас үшін миға біріншіден бесплатный өмір сүруге үйренбеу керек, да? Яғни қалай айтуға, өзімізге, және екінші өзіміздің өнімізге бір құнын жоғарылатуымыз керек. Өзіміздің миымызда, жүрегімізде ол құнды
біздің өнім құнды деген нәрсені енгізіп қою керек, иә. Күшті күшті жауап. Еще андай бар да, мен негізі ктл-ді оқымадым, бірақ тәрбиеші болдым. Вообще ниш бітіргенмін ғой, и ол жақта шынымен бәр нәрсенің құны бар деген сияқты ғой. Ал мына жақта наоборот бір анти, да, бір жағынан ше. И кейде тіпті былай осы біздің лицейді бітірген жаңа әпкелеріміз, вот сен кімге тұрмысқа шығайын деп жатсың, даже не то что өнім, да, менің өмірімді құнсыз қылып андай тек жақын ғана адамдарыма мен айта аламын ғой, а неге сыртын адамдар, мен такая, сори, бұл менің жеке шекарам, бір жеке шекараны да қорғау үйрену керек сияқты. Оны қазір кейінгі сұрақта талқылаймыз, иә. Рахмет, өте күшті жауап болды да. Бұл мен мына подкастқа жазып қоятын шығармын, 1 000 000 теңге тұратын подкаст, солай төлеңдер. Және тыңдармандар да өзінің өнімін құнды ету арқылы да, бұл 1 000 000 теңге тұратын подкаст, имейте в виду деп жатсам да. Одан кейін енді мындай нәрсе айтайықшы, осы рухани әлем бар ғой бізде, тек қана осы өнімнің құндылығы ғана емес, оның бір руханилығы да бар да. Осы рухани әлем, иманымыз табысты арттыруда қалай әсер етеді? Тікелей. Да, почти 1 в 1. Вообще у меня когда қыздар жазған кезде, когда мне долго объяснять, и даже лень объяснять, или думаю, блин, бірақ сөзбен айта салайын деген кезде, иманым әлсіреп кетті деген кезде, мен айтамын, табыс таба баста деймін. Потому что табысқа түскен жол — это кратчайший путь к иману, на мой взгляд. Потому что ты начинаешь делать? Вот как раз негізі бізде, менде как раз таки вот я так могу сказать, что шынайы иманға деген қадамым вот сол жоқшылықтан басталды. То, что я хочу, у меня этого нет, а жить классно я хочу. То есть внутри у меня вот это желание есть. И вот как заработать, как деньги. Вообще, почему эта тема популярна? Потому что у нас у всех внутри есть такой потенциал, чтобы мы все могли классно зарабатывать. У каждого есть внутри. И здесь, там вот ақша деген фантик тұрады да, жүгіріп барып сатып аласың соны, типа, қалай табысыңды арттырасың, қалай бүйтесің, сөйтесің. И там везде говорится только про рухани, про то, что отпустить обиды, отпустить вот это вот чувство вины, боль, вот, и тогда сол кезде төбеңнен құйыла бастайды. И это говорит андай, иманға қатысы жоқ адамдар айтып жатады. Ну, то есть иман демей ақ қояйын, исламға қатысы жоқ адамдар оны айтып жатады. И куда ни глянешь, там везде все вот только об этом и говорят. И когда я поняла, что, оказывается, шынымен өзіңнің ішіңдегі блоктарды дедік қой жаңағы, оказывается, шектеулерді алып тастаған кезде, одан кейін біреуге деген реніш өпкені алып тастаған кезде, а реніш өпкен не үшін бар? Потому что солар кінәлі. То есть жауапкершілік соларда, менде емес деген. То есть адам инфантилизм дейді ғой, маленький ребенок болып қалғысы келеді, типа, вот, енем кінәлі, күйеуім кінәлі, балам кінәлі, бәрі кінәлі деп сөйтіп соларға ысырып қойған кезде, вот, и я на них обижусь, чтобы точно наверняка, что вот это они деп айту үшін. И когда ты вот от этого всего избавляешься, ну прям невозможно не стать табысты, я так скажу. И когда ты от этого всего избавляешься и реально вот идешь в духовный рост, иман орнына келет обязательно. Прям вот как будто вот, не знаю, позвоночник как будто выправляешь, вот так қытыр еткізіп орнына келіп, как будто бойың ұзарып, түрің әдемі болып, не горбатый какой-то там ты кто-то, а вот именно такой полноценный, красивый человек была бастайсың. И это все, пожалуйста, табысыңды арттырғың келсе иманыңды арттырғың келсе табыс, вообще без проблем. Это, я считаю, взаимодополняющие друг друга вещи. Машалла, күшті. Бір ғалымның, осы Абай танушы бір ғалым бар екен да. Абай енді өте рухани адам ғой, өте терең адам. Сол былай депті, Абайды Абай еткен Құнанбайдың байлығы. Да. Деп айтқан да. Яғни мен басында шок болып қалдым, қалай сонда. Сөйтсе былай екен, Құнанбай бай болды ғой, оған өте күшті жағдай жасай білді. Да. Содан кейін барып ол рухани тереңге енді. Согласна, потому что пирамида Маслоу бар ғой, басында жаңағы базовые потребности, это безопасность, это еда, вот сол нәрсе. То есть, например, қазір война болып жатқан елде сен рухани әңгімені айта алмайсың. Ол адамның бүгін вообще аман қалам ба, тірімін ба, сен там бүгін жейтін нәрсен бар ма, жоқ па деп, например, не знаю, война дедік, бомж дедік, например, бомжға рухани әңгіме айта алмайсың, потому что ол ертең не жейтінін білмейтін адам, да. То есть человек сначала закрывает базовые потребности,
потом потребность в удовольствии, потребность в признании людьми, уже адамдармен, и после этого уже она руханиятқа көшеді. И получается, если Абай все время был руханиятта, ну, то есть в основном вот кішкентайынан сол дамып сол тақырыпта бүйтіп қайнады ғой, у него вот эти все потребности были закрыты. То есть у него база, вообще он не переживал, что он будет кушать. У него база вот, ну, удовольствие деген кезде, то есть его все любили, уважали. База в признании, то есть он был уже все Кунанбайдың баласы, который еще и стремится к чему-то, то есть не просто бала, который там чем-то занимается. У него уже было признание, и уже после этого вот этот вот руханият, который он развивал, и тем самым вот эта все нижняя сторона еще больше полноценной становится, тола бастады. Күшті. Сол кезде адам ұша алады дейсіз ғой, астындағы потребностьтер болса. Күшті. Енді рахмет, жауабыңызға күшті жауап болды. Енді қарашы, қарыз деген мәселеге кірейікші. Кейбір адамдар бар екен біздің қоғамда. Әркез қарыз сұрап тұрады. Оларда сондай бір хабит, то есть әдет бар сондай. Әркез қарыз сұрап тұрады. Ойлайсыз ғой, оған жетпей жатыр деп. Жоқ, оған жетіп жатыр. Оның айлық бір тұрақты табысы бар, кірісі бар. Бірақ қарыз алған уже әдет болып кеткен. Ол неден, одан қалай құтылады? Ну, смотрите, психосоматика деген нәрсе бар. То есть психо — это психология, да, ой, а соматика — это тело. То есть, и вот получается, когда у нас психика что-то не выдерживает, он отправляет это в тело. И когда, например, допустим, знаменитый бірдеңе айта алмасаң тамағың ауырады деген, да, самый простой, тамағың ауырып сен не айта алмай жүрсің деп уже бәрі біледі ғой. Сол сияқты, мысалы, тамағымда тұрып қалды деп айтамыз ғой, айту керек еді, тұрып қалды. Одан кейін айтайын десем, прям жібермей қойды мына жер деп айтамыз, тамақ туралы сөйтіп айтқан кезде. Все, что мы говорим про наше тело, мысалы, мына жерде тас болып қалған сияқты, мына төбемнен мұздай су құйған сияқты. То есть вот все эти ощущения, мы же рассказываем про тело. То есть, мысалы, не все могут описать свои чувства, но денеде болып жатқан процестерді айта алады. И вот сол арқылы оның сезімін білуге болады, что он испугался, он был в шоке, он жаңағы қорықты. Да. Сол нәрселерді уже түсінуге болады да, ол денесін описывать етіп жатқан симптомдарға қарасақ. Так вот, неге қарызға келетін болсақ, это, ну, орысша айтқанда долг дейді ғой, долг. Долг — это чувство долга. То есть өзін борыштар немесе біреуге қарыздар сезіну. И когда адам у него испытывает сильное чувство долга, он переводит это в соматику. То есть он не знает почему, но он хочет долги иметь. То есть это так вот, ну, перевертыш психики такой, который тебе дает андай, мысалы, жаңа тамағың ауырғанда не айта алмай жүрсің деген кезде уже ойымызды сараптай бастаймыз ғой, бүйтіп не еді, қай жерде, қашаннан бастап ауырып жатыр деп. И сол кезде мына кісіге бүйтіп айта алмай қалыппын ғой деп сөйтіп, сол ой келгеннің өзінде уже тамақ жазыла бастайды даже. Осознание келгеннің өзінде, оказывается, келесіде айту керек или наоборот айтпау керек, кейде артық сөйлеп қойғанда да ауыруы мүмкін. Вот. И сол сияқты наше тело, вот наше поведение заставляет нас задуматься о чем-то, что происходит у нас в голове. И это, ну, это не только мысалы, это қарыз, это, допустим, осындай простая, да, а вот, например, любой адам іс-әрекетіне қарасаң, бүйтіп отыр десе, мысалы, да, қолын бүйтіп жауып отыр десе, он закрылся, он защищается деп айтуға болады, да. Это тоже соматика, да, вот тело начинает защищаться, потому что наша психика говорит небезопасно, то есть опасность деген сияқты. Или нельзя рассказывать деген кезде, мы еще себя вот так дополнительно поддерживаем. Потом ну вот, то есть любой іс-әрекетке қарап, мына адам мынандай екен деп айтуға болады ғой. То есть ол денесі арқылы біз біліп жатамыз, поведениесі арқылы біліп жатамыз. И вот долг — это такой же вот әрекет, через который можно понять, какая у него психологическая проблема. Человек в чувстве долга, то есть он өзін біреуге борыштар, қарыздар сезінеді, и из-за этого, ну, то есть нужно найти источник, перед кем именно. И вот, ну, сонымен проработка жасау керек. Күшті. Мен мынаны бірінші естіп тұрмын, негізі біреуге қарыздар сезіну. Андай қоғамда еще былай ғой, ата-анамызға өзімізден адамдар қарыздар сияқты болып жүреді. Хотя ешкімге негізі міндетті емес. Бала да ата-анаға ешқандай нәрсе міндетті емес, ата-ана да міндетті емес. Бере алғанша. Береді, күшті. Енді қарашы, біз выгорание туралы әңгіме айттық. Мысалға,
өзінің ценностін жоғалтып алса, осы выгорание басталады дедік, осыдан көп адам қиналатын сияқты. Выгораниеден қалай шығады? Сосын мысалы өмірдің мәнін таппай кеттім деп маған да жазады да. Ол қалай сонда өмірдің мәнін таппай қалған адамдарға не айтуға болады? Мен ойлаймын да, бұндай кісілер, наверное, выгораниеде жүр просто. И сөйтен содан осындай бір ой келеді. Выгораниеден қалай шығады? Ну, смотрите, я сейчас просто такую самую простую сторону задену, да, вот этого вопроса. Бұл негізі кең сұрақ, ашсаң аша беруге болады. Я буду минимум, тек қана андай самый простой жерлерін ғана бүйтіп ашып берейін. Кеше мынандай жағдай болды, бір қыздың туған күніне бардық, и жаңағы компот әкелді, сок әкелді. Сөйтіп жаңағы қыз өзі ішкісі келіп тұр. И айтады да, кім сок ішеді дейді. И сөйтіп, и бәріміз стакандарымыз бүйтіп жылжытып қойдық. Біреуде жарты, біреуде бар, біреуде жоқ. Короче, ол бәріне құйып шықты да, и өзіне соңғысын құйып жатыр да, соктың. Сосын мен бүйтіп қарадым да, оған айттым, келесіде сокты өзіңе бірінші құйып ал дедім ше. И сосын ол неге? Потому что, ну, типа, білмеймін енді, әдеп бойынша ма, басқа бойынша ма, наоборот, бәріне құй, өзіңе соңғы құй деп айтады дейді да. Я говорю, давай так, тіпті дұғада да алдымен өзіңе жаса, сосын басқаға жаса деген сөз бар ғой. Тут о чем? То есть прямое указание на что? На то, чтобы сначала ты позаботься о себе, о том, что тебе надо, и уже потом о других. Потому что человек, который начинает без конца заботиться только о других и өзіне, мысалы, я говорю, а прикинь, мысалы, мен просто жылжыта салдым, ну, типа, жарты болып тұр, или сен сұраған үшін көңілін қалдырмайын деп, ну, сондай болуы мүмкін ғой. А ты возьмешь этот весь сок, всем разольешь, а тебе не останется, а больше всех пить хочешь ты. Правильно? Да. И не останется мало, ол қыз не істейді, сосын аз ішеді, шөлі қанбайды, не істейді, бізге ашуланып отырады іштен, подсознательно. Хоть она и сама сказала, типа, ойында болады, білсе болады ғой, что я хочу пить деген, андай. Есть же вот эти, это все вот эти наши ежедневные неврозы деп айта аламын оны. Келін ене тақырыбында то же самое, білсе болады ғой. Мысалы, мамынан істейін ба деп айтады да келіндер өздері, типа, істемесе бар жата бер деп айтқысы ну, айтқанын күтеді негізі. И типа, я істей сал деп айтады, ана, это қыз өзінің басына 2 сағаттық әңгіме тілеп алды да, короче, іс-әрекет тілеп алды. Сосын не істейді, жұлқынып жасап жатады, бұны да мен жасауым керек, бір мен ешкім ойламайды деген. Мамалардың сөйтіп сөздері бар ғой, мен ешкім аямайды, короче. Вот это вот все. Почему? Потому что ты на себя взвесила, и, ну, навесила это все, а потом ждешь от других. А там, например, кәдімгідей отырыс, туған күн, нам некогда думать, хочет она пить или не хочет, да, например. И вот сол сияқты, я ей говорю, в следующий раз, и вообще начни любой әрекетті. То есть сол қызға мен соны айттым, но на самом деле как психолог андай бар ғой, профессиональная деформация деген сөз бар. То есть, например, мұғалімдер үйге келген кезде дауысын қатты шығарып, андай әмір беріп сөйлеген, отырыңдар, тез ішіп, тыныш отырып, сабақта отырған сияқты үйінде де жалғастырады да соны. Или бастық жаңағы ағалар, тәтелер үйге келген кезде бастық сияқты тез істеп қойыңдар, мынау неғып, то есть сол сияқты психологтарда да өзінің, типа, біз адамға бір қараймыз да, я его намеренно не считываю, но есть какие-то моменты, которые уже мой мозг автоматически считал, и я могу отырып бір нәрсе айтып қалуға, но я не понимаю, что ты мне это не сказала, я это просто считала. И это, ну, жаңағыдай, ана ұстаздар сияқты, это профессиональный, не дейді, жаңағы айттым ғой, деформация деп айтсың ғой. Сол сияқты жаңа қызға қарап отырып, я, видимо, много чего считала, и тық еткізіп, ананы ляп еткізіп айта салдым, вообще ойланбай. Сосын айналадағылар сразу обратили внимание, почему вы так сказали, деп. И вот я начала объяснять, мне пришлось объяснять, я иногда не всегда понимаю, зачем я это делаю или сказала, потом мне приходится додумывать уже в мозгу, чтобы человеку было более понятно. И вот соны айтып тұрмын да, всегда начинать с себя. Почему? Потому что жаңағы қыз, жаңағы соматика деді ғой, әрекетімен уже білуге болады ғой. Она вот так всегда обо всех думает, мысалы, өзі бірдеңе қалап тұрса, басқаларға соны істеп шығады, өзіне ең соңғы жасайды. И такой человек, она как раз-таки потом сказала, что она часто выгорает. Почему? Потому что ол бетет просто су ішудің орнына ол барады да, қазір 60 адамға су құйып шығу керек. И она такая, нет, я сейчас лучше пить не буду, я подожду, когда все уйдут. Она потом свою потребность басады, ждет час-два, когда все уйдут, потом идет пить, например, да. Она сама не понимает, почему она это делает, но у нее точно так же в мозгу есть своя логика действий, и поэтому она, допустим, адамдар кеткенін күтеді, потому что она при них не может налить первой себе. Понимаешь? Или, например,
в туалет сидит, терпит, не ходит, потому что, ну, не знаю, нельзя отвлекать, когда человек разговаривает, или там, ну, короче, өзінің бір глюктары болады ғой адамның. И такие мелкие вещи показывают об отношении человека к себе. И когда она, получается, постоянно не думает о себе, если она просто сок не может себе налить, если она просто ради себя не может встать, закрыть окно, если дует там или что-то еще, или там солнце, если она не может өзінің жағдайын жасай алмаған адам, когда осыған кедергі қылып басқа нәрселерді логикасында, вообще оған қатысы жоқ нәрселерді логикада құрастырып алып, начинается лень, апатия, выгорание. Вот осының түбірі негізі осыда жатыр, когда человек не может сам о себе позаботиться, потому что он считает это постыдным. Ұят нәрсе. Я говорю, почему нельзя себе наливать? Типа, адеп бойынша солай ма? Или ұят па? Деп сөйтіп айтады да, ұят емес. Мысалы, мы все сидим, болтаем, нам вообще пофиг, ты там себе наливаешь или всем наливаешь, это вообще какая разница? Или ты можешь только себе сидеть, наливать, или өзіңе отдельно заказать там бутылку там с этим соком, да? Ешқандай шектеу қойып отқан жоқ. Нет, она сидит, думает, что все сейчас на нее обидятся, что она дополнительно всем сок не разольет. И вот таких примеров вообще в жизни много. Да. Когда вот женщина думает, что мен мынаны істемесем ене маған ұрсады. Ұрыспайды, это ты себе придумала что-то, то есть позаботься о себе, иди лучше вот это сделай, и прям скажи, мам, мен мынаны бітірдім, мынаны түстен кейін істеймін, иди отдохни, балаңды еміз, там еще что-то сделай. На самом деле, енелер отырып алып, ну, есть, конечно, такие, но адекватный, более-менее есі бар адам қараш жатып алды деп ойламайды негізі. То есть она тоже понимает, что ты что-то делаешь, она тоже понимает, что тебе нужен перерыв, она тоже понимает, что ты человек. Ну, то есть если, муж понимает, все это понимают, но ты в себе в голове в это веришь, ты нарисовала себе какую-то картинку, что мынаны істемесең мынау ұят болады, и после этого ты сама себя изводишь, и уже кейін базовый потребностьтарын жаппай, уже слишком голод басталған кезде ішкі, это такая, не буду, я даже себе воду наливать не буду, потому что задолбали, я себе даже не знаю, мыться не буду, потому что сейчас придется ананы жусаң мынаны жуу керек, мынаны бүйтсең бүйту керек деп. Вот эта странная логика начинается, в которой нет никакой базы. Вот. Так что осы выгораниенің түбі это неумение закрывать свои собственные потребности. Маленькие. Обычно маленькие. Менің есіме түсіріп отырмын да, мысалға көбінесе аналарымыз қонаққа барған кезде де бірінші балаларына салады. Мысалға котлет пісіріп жатыр дейікші, ең әдемі шыққан котлеттерді күйеуіне, одан кейін балаларына бір күйіп қалған, бүйтіп қалған, шашырап қалған, соны теріп өзіне салады да. Соңғысын. Иә, соңғысын. Осы жерде басталады, иә, выгорание деген ше. Күшті. Бізде егер аналар тыңдап отырса, көбінесе аналардың мәселесі сияқты, тіпті баласы болса да, өзіне бірінші дұрыс салу керек. Конечно, обязательно. И вообще, жаңағы психосоматикада әйел өзі ауырмаған нәрсені бала ауырып шығарады да. Почему? Потому что бұл жерде де бір хикмет жатыр деп айтайын. Потому что если ребенок заболеет, мама оны алып шығалады. А если мама заболеет, мысалы, бес бала қалады да, ана жерде, понимаете? И легче какие-то вот эмоциональные штуки, пусть лучше ребенок перенесет, который вот в поле мамы, да, чем мама заболеет и всем будет плохо. Понимаете? И поэтому жаңағы красивую котлетку себе, целую шоколадку себе, горячий чай себе, сядь и вот закрывай вот эти вещи. Потихоньку потом и энергия появится, и любовь откроется к детям, к другим, потому что вот этот ребенок, который красивые котлетки ест, он начинает бесить. Все же ради тебя, мен сен үшін істеп жатырмын ғой, почему ты меня не слушаешь? Почему сен мен үшін үйде там шашпай хотя бы бір рет отыра алмайсың, да? Мен сен үшін әдемі емес котлет жедім ғой, саған котлет берді. Да, жертва жасадым ғой мен. И вот оттуда начинается вот это вот бить ребенка, все время быть на нервах, когда раздражаются детские сөздері, несі, просто не закрытие базовых потребностей. Қалай, иә, бәрі бір-біріне байланысты, иә? Күшті, бұл бізде табысты арттыру санадан деп аталатын бөлімнің соңғы сұрақ еді. Енді келесі бөлім ішкі әлем. Ішкі әлемді реттеуге қатысты. Және біз жаңа ішкі әлемге сәл кірген сияқтымыз осы выгорание арқылы да. И жеке шекараны қозғадық.
анау тақырыпташы ктл-дан баста мына жерге қиып тастаймын. Жеке шекараны мана бір қозғап кеттік. Осы жеке шекараны қалай дұрыс қоюға болады мысалы адамдарға, орысша айтқанда обидно болмас үшін. Мен мысалы істей алмаймын да оны ше. Мен так ананы әңгіме айтып кетемін, өзіңіз қалайсыз деп сұрап кетемін да. Мысалы маған бір жеке сұрақтар қойылатын кезде. Бірақ мен шынымен айтқым келеді. Сорри, сұрамаңызшы маған бұл сұрақ. Сізге қатысы жоқ. Енді бірақ ұяламын да бір жағынан. Қалай енді адамдарға әлде бала кезден жеке шекараны құрметтеп үйрену керек пе? Оны қалай ұстану керек? Және адамдарға обидно болмайтындай өз орнымызды, оның өз орнын, менің өз орнымды қойып беруге болады. Ну, смотрите, сразу скажу сначала, с первых слов, жеке шекара, границы всегда только в голове. Только в голове. Если у тебя в голове есть свои границы, то эти границы в жизни ешкім аттамайды. И он қорғауға ешқандай даже возможность туылмайды. То есть, если... Қажеттілік туындамайды. Вот, да, қажеттілік туындамайды, потому что если у вас это спрашивают, значит, у вас в голове, типа, можно это спросить тебе ночью. Понимаете? Смотрите, любой, мысалы, шекарасын мықты любой адамды айтыңызшы. Ну, примерно, да? Бастығым дей салсаңыз болады, или там подружкам дей салсаңыз болады. Бастығым. Хорошо. Почему вы... Он, она? Он. Почему сіз оның жеке шекарасына кірмейсіз? Просто ваше собственное ощущение. Қорқам. Неден? Ұялам. Неден? Неге себебі айта салуы мүмкін. Нені? Даже взглядом айта салады, типа, в смысле. Да. Сондай болды. А ол отырып алып сізбен тіресе ма? Типа, а чего ты это спросила? Это же мое личное. Нет, жоқ тіреспейді. Вот, понимаете? Вот в этом проблема. Что на самом деле, когда есть у человека границы, это видно, это понятно, это чувствуется. Да. И ты понимаешь, что артық нәрсе істегенде айтып атқан сәтте ой деп қалатының бар ғой ше иногда мысалы ше кешіріңіз артық айтып қойған болсам деп уже на месте өзің да ана адам саған замечание жасамай тұрып сен уже біліп тұрасың что артық кетіп қалғаныңды. Вот это и есть личные границы. Многие думают, что личные границы это мен қазір жаңағы көкбеттеніп алып тұрып бетбақтанып тұрып қазір бәрімен ұрысып төбелесіп деген. Нет, это не про это. Если тебе приходится көкбет болып защищать свои границы, то как раз-таки границ нет деген сөз. Понимаете? Это когда ты пытаешься вот и от того, что ты пытаешься, тебе, ну, тебя никто всерьез таки так не воспринимает. Ұрыссаң да ұрыс, какая разница деп отырады да адамдар. Я это к чему? К тому, что у нас в голове есть такое понимание вот здесь, ну, типа, это ненормально. Например, если в надежде, допустим, как-то так случилось, что мы с мужчинами сидим за столом и обедаем, да, например, не мой муж, а там, ну, где-то встретились, да, в моем понимании нет, что я буду платить. Понимаете? Этого нет вообще, санамда жоқ. Если сидят мужчины, и мы каким-то образом собрались, там, коллегалар болсын, жұмыс бабында болсын, просто клиент болсын, не знаю, ну, у меня просто в голове, и ни разу не было такого, чтобы человек сказал «сіз төлейсіз ба» или там «қосылып төлейік», там, бірдеңе деген, вообще ни разу вообще такого не было. И ол адамның шамасы жетпесе, ол каспи ретпен барып төлеп атады, но у меня он не попросит, понимаете? То есть это о чем говорит? О том, что у меня в голове вообще нет понимания, что типа нет, да, что нет деген нәрсе бар, да. И этот человек никогда даже не намекнет мне на это, потому что у меня есть внутри вот это понимание. Если я знаю, что, например, со мной нельзя обсуждать какие-то вопросы, если я понимаю, что это такие вопросы, которые так бәрі қойып қалуы мүмкін деген сияқты ше, я просто говорю, закрытые темы для меня вот это не обсуждаем, типа. Я могу просто басно сказать, не без этого, ну, типа, не без скандала, не без ничего, просто говорю, я не хочу обсуждать вот эти темы. Никто даже, а почему деп те сұрамайды, понимаете? Потому что я так сказала. Вот. И личные границы, они всегда в голове. Если они у тебя в голове есть, если у тебя кто-то вот это спрашивает, то звоночек, значит, у тебя в голове у самой есть неопределенные, типа, с одним незнакомым человеком я могу обсудить замужество,
а с тобой нет деген. Например, у тебя есть там позволение какой-то бір андай ашық жері бар, да, понимаешь? Да. Допустим, мы с тобой тоже не знакомы, но со мной ты можешь обсудить, например, свое замужество там или что-то еще, да, но с другим человеком нет. Ты или избирательно. Да, или дай себе вот здесь команду, что избирательно с тем, с кем я захочу деген команданы қойған кезде, другие люди, с которыми ты не захочешь обсуждать, и тебя даже эту тему трогать не будут. Это вообще такая, ну, волшебство какое-то на самом деле. Да. Магия сияқты. Просто в голове поставить эту штуку. И все. Ал осы жеке шекара бала кезден бастала ма? Қайдан басталады? Жеке шекара примерно 3 жастан басталады. Кризис 3 лет как раз для этого, когда ребенок начинает отделяться от мамы, и ребенок это отделяется и просто мама қарсы шыға бастайды. Вот мамалар бар болса білет, типа же десе жемеймін, іш десе ішпеймін, отыр десе отырмаймын, жат десе жатпаймын. Просто у них задача мамаға қарсы шыға салу. Любой нәрсеге. Қарны ашып тұрса да жемейді, ол мама айтқан үшін жемейді, айналып келіп тамақ сұрауы мүмкін, например. И тут родителям важно понимать, что это период такой нужный. Почему? Потому что ребенок до этого был мы, то есть мамаларда айтады ғой, типа, біз іштік, біз отырдық, біз қыдырып келдік деп. Почему она это говорит мы? Потому что они действительно в слиянии находятся, пока с ребенком примерно до 3 лет. В 3 года, когда он начинает отделяться от мамы, ажырау процессы басталғанда, он хочет понять, вот это мама, а вот это я. Вот это мама хочет, а это я хочу дегенді. И раньше мама, оны мысалы, в любой момент могла жатқызып ұйықтатып тастауға, любой момент могла аузына тамақ тығып қазір қарның ашады деп ашпаса да жегізе беруге, да. В 3 года уже начинается: нет, мам, я не буду. Все, что ты хочешь, да, все, что ты хочешь, я не буду. И вот это вот отделение басталған кезде, там ребенок начинает чувствовать свое тело. Как раз это в сексуальном развитии, это анальный период бастала, то есть уже ближе к половым органам, короче. Ну, вот это такое вот полностью такое формирование личности басталады, да. И в сол кезде вот как раз-таки начинается мое. Ну, мое раньше начинается, но осознанно уже начинается, вот в 3 ребенок может сказать: моя вещь, не отдавай, я не хочу делиться. Вот это вот мое басталған кезде нужно вот проявить уважение к хорошо, ну, типа, білесің ғой уже, я десе жоқ дейтін біліп тұрсың ғой. Мысалы, бер десе бермейтін, бермей ақ қой десең берем деп шығуы мүмкін. То есть керісінше сөйлеп кішкене өзіңе керек нәрсені солай жасатып алуға болады, но с пониманием того, что это ребенок, он не специально тебя злит, он отделяется. Вот когда у тебя есть вот это понимание, вот эти, потому что 3 жасында это бесит нереально вообще, когда она бала вначале такой ручной и классный, а тут резко такой не классный, и этот, капец, это бесит. Сонда осы 3 жастан бастап баланың хотелкаларын дейік, құрметтей білу керек. Да, это какой-то период, да. Вот этот период, сол кезде жеке шекара не қылады, қалыптасады, да, мое қалыптасады, мое тело деген қалыптасады. Вот содан кейін уже можно, да. Және исламда да бар ғой, сіздің сторисіңізден көргем тоже, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи әрбір балаға жеке бөлме болу керек. Осы 3 жастан бастап, иә? Нет, 3 жастан емес, жеке бөлме. Так, вообще негізі жеке бөлме мәселесі бізде вообще страшно қиын тақырып, потому что соны жазған кезде енді неше түрлі жағдай келді, иә. Бітейін, подростковый возрасттағы балада точно болу керек, өзінің жеке комнатасы. А вот до подросткового балаларда должна быть своя кровать. С 3 лет примерно, с 2-3 лет. Күшті. Бұл өзінде исламмен де, психологиямен де, яғни ұштасқан нәрсе ғой. Дұрыс, күшті. Енді қарашы, қазір біз жауапкершілік тақырыбына кірсек, жауапкершілік пен ішкі күй бір-біріне қаншалықты байланысты. Ішкі күйі қалыпты адам ғана жауапкершілік ала ма? Әлде басқалар ала алмайды, тек қана солар ала ма? Ішкі күйі қандай адам? Ішкі күйі қалыпты, яғни қалай қазір не ғой, трендте в ресурсе, в тонусе, стабильный, қалыпты ішкі күйі. Сондай адам ғана жауапкершілік ала ма? Көп байқаймыз да, даже қазір қоғамда ер адамдар болсын, әйелдер болсын, әсіресе ер адамдар деп айтып жүруге болады екен, жауапкершілікті алғысы келмейді, ысырып қойғысы келеді басқа біреуге. Вот анау кінәлі, мынау кінәлі, бірақ мен кінәлі емеспін, мен әппақпын, мен тап-тазамын деген сияқты. Ал өзіме, я мен кінәлімін,
мен жауапты едім, істей алмай қалдым деген өзіне жауапкершілік алу ғой бұл да. Осы нәрсе ішкі әлемі, ішкі күйі қалыпты адамдарда ғана бола ма? Нет, жауапкершілік бәріне бірдей берілген нәрсе. Да? То есть, смотрите, это даже не то, что ислам, не то, что психология, да это вы уголовный кодекс возьмите. Серьезно, это закон. С 18 лет ты сам несешь, до 18 лет за тебя несут родители, но ответственность она никуда не уходит. От того, что ты не знал, что нельзя убивать, ты типа деревелесің деген сөз емес. Понимаете? Или от того, что я убил, но я не хочу садиться в тюрьму деген нәрсе тоже жоқ. Жауапкершілік это вот, ну, как минимум то, что написано в нашем законе. И ол бәріне бірдей. И от того, что там ты в ресурсе, не в ресурсе, это тебя не касается. То есть я сейчас в ресурсе, я ответственная мама, я не в ресурсе, я буду там безответственная деген сөзде жоқ. Ответственность, она всем дается сразу, с рождения, наверное. Ну, скажем так, с кәмелет не дышит, балиғат жастан точно бар. То есть с подросткового возраста, когда у человека есть более такое ясное сознание уже появляется, ответственность у каждого за свою жизнь, у тех, кто есть маленькие дети, за детей, у тех, у кого есть очень взрослые родители, за родителей тоже. То есть это тоже ненормально, когда типа я сам деп прям андай әлсіз, прям мұқтаж атанан қалдырып кетуге де болмайды. То есть эта штука, ответственность. Она у всех одинаковая. То есть нет такого, что у кого-то больше, у кого-то меньше. В целом у каждого за свою жизнь точно она у всех одинаковая. Вот. А уже ортақ нәрселерге оны уже можно там, ну, в зависимости от ситуации распределять. Да. Ал кейбір адамдар жауапкершілік алудан қорқып жатады ғой. Мысалға тұрмысқа шығудан қорқуы мүмкін, или үйленуден қорқуы мүмкін. Неге? Себебі ол жақта жауапкершілік бар ғой. Қорқады да, ол неден? Мы вчера как раз тоже с девчонками обсуждали, ведь это машина алған қыздар, что-то бір поцарапали, короче, сол проблема болып. Сөйтіп айтады, машинаң болған күшті ғой, қолданған күшті, бірақ проблема басталғанда ужас деп сөйтіп айтады, да? Я говорю, а так совсем в жизни. То есть, например, өзің болған күшті, күйеуің болған күшті, а потом проблема в личной жизни начинается, ужас болады. Баланы болған күшті, классно, когда он улыбается, а потом проблемы, ужас. То есть вообще все на свете у нас пока не начинается проблема, болған қалаймыз, а потом, когда начинается проблема, мы такие, ужас деп шығамыз, да? И это совсем абсолютно. И я считаю, что оның болмағаннан болған дұрыс, то есть машинаның болғаны дұрыс, правильно? Баланың болғаны дұрыс, семьяның болғаны дұрыс, любой нәрсе болғаны уже артықшылық қой уже, ну, то есть это плюс всегда. Конечно, у этого плюса есть какие-то сложности, минус, и честно идешь дальше. Это жизнь, это, ну, такая штука. Все. И, соответственно, жаңағы жауапкершілік алуға қорқам, өйтем, ну, не живи тогда. Серьезно, вот так хочется сказать девчонкам, ну, чего ты здесь ходишь? Өмірдің өзі жауапкершілік. Қатты айтатыным бар, қазір соған келе жатырмыз деп па? Айта беріңіз. Нет, наступит момент, когда я себя не могу уже сдержать. Жақсы. Боқтап жіберетінді пышты қоясың. Мен сізді стористеріңізді қараған жақсы көремін да, содан андай айналдырып алып келмейсіз, тарс еткізіп осылай беттен шапалақ сияқты жүріп. Сол, аха. Вот так что, ну, если боишься, ну, андайда все хотят только красивую часть. Машину только водить хочу, когда классно, а вот ухаживать за ней никто не хочет. Когда ее стукнет, там, брать ответственность за других людей никто не хочет. Там, чинить чужую машину и так далее. Это все в жизни точно так же. Все в жизни точно так же. С ребенком также, когда он розовый, улыбается, красивый такой, классно, а когда плачет всю ночь, когда болеет, да, например, с женой, с мужем классно, когда вы друг другу подарки дарите, конфетно-букетные, а когда вот кризисы начинаются в отношениях. То есть это все точно то же самое. То есть нет ничего в жизни, где все только розовое. Одиночество тоже. То есть жалғыздық Аллаға жарасады дейді ғой. Жалғыз жүрсең, то есть белгілі бір уақыттан кейін уже смотришь на людей, өмірден түңіліп, уже хочется кого-то рядом деп айтады, да. Ну, барлық нәрсенің өзінің да, шегі бар, да. То есть и ответственности можно бояться, и ничего не делать, а можно бояться и делать.
понимаешь? То есть можно бояться и купить машину, и водить, и может с тобой даже ничего не случится. Ну, то есть ты аккуратно будешь водить, и все классно. То есть не обязательно, что ты там в жизни там 40 раз стукнешь деген нәрсе жоқ. Может быть, именно ты окажешься тем единственным, который никогда не стукнет в машину. Күшті. Да. Иә, күшті. Енді күшті жауап, андай өмірдің өзі жауапкершілік қой. Конечно. Иә. Да. Жауапкершілік алда құрса не істеймін дегенде, оны өмір сүрме деген күшті Да. жауап болды. Сол. Күшті, иә. Енді мындай да, адамдардың өзің туралы не ойлайды екен деген ойдан арылуға практика әдістері бар ма дейді да. Бұл жақта мен телеграм каналым бар, сол жақта жазғам, маған Кербез лейди келеді, алла қаласа, қандай сұрақтарыңыз бар деп. Осындай сұрақ қойыпты да біреуі. Өзің туралы не ойлайды? Өзім туралы не ойлаймын? Біреулер Басқа біреулер, иә, мен туралы не ойлайды деп. Ну, давай так, білсең не болады деп сұрақ қоятын едім ол адамға. Вот ты узнала, что думают другие люди о тебе, и что? Ну, что тебе даст эта информация? Просто многие такие, типа, об этом переживают, ну, а если узнаешь, то что? Не вот ау. Я. И я разочарую миллион людей, никто о вас не думает. Вот ты думаешь о том, что там происходит в жизни там, твои коллеги и так далее, потому что ты слишком о себе озабочена, правильно? Так и все люди. Вообще им всем все равно на то, что творится в чьей-то жизни. Максимум бір скандал болса, ой, оказывается, ана мен пәленше ажырасып жатыр екен, бір ауыз сөз, все, болды. Оны кейін никто не сядет, езіп отырмайды оны ешкім. И что бы в твоей жизни ни случилось, что бы с тобой ни случилось, ты не пуп земли. Это эго наше, которое, ой, а что они обо мне подумают? Типа, ты человек, ты смертный, никто о тебе не думает. Иә. Мына сұрақтың өзі тәкаппарлықтан сияқты. Конечно, да. Жаңағы, вот мысль о том, что я такой крутой, что все обо мне только и говорят. Ну, ты даже про президента никто не говорит больше минуты. Жиза. Солой. Про войну в Украине никто больше получаса не болтает. Хотя там такая штука, да, ну, тяжелая. И то она слишком бір қиын тақырыптарға кіріп барса қойшайын айынша да, басқа нәрсені айтып кетеді, да? А что им сидеть, тебя обсуждать такую крутую? Или наоборот, такую дома сидящую, да, например, нифига не делающую? Зачем? Иә. Күшті жауап. Енді мен тағы бір сұрақтарым бар да, бірақ оның алдындағы жауаптармен уже бәрі біраз жабылып кеткен сияқты. Так, енді тек бір нәрсе сұрайыншы, күту туралы. Түркішеде бекленті деген бар ғой. Сол адамның басқа бір адамнан күтуі, жарынан, досынан да. Тіпті бір оқырман бай сұрапты да, қалай дейді, мен күйеуімнен дейді, всегда бір нәрсе күтемін дейді, бірақ мен еще намек тастап айтамын дейді, бірақ оны бермейді дейді. Сол үшін мен айтқаным үшін, бермеген үшін, айтсам да бермеген үшін реніш болады дейді. Осындай күту деген нәрсе болмас үшін, әлде ол нәрсе бір потребность қой. Ол да ол бәрі күтпеу керек деп өмір сүру қиын да, иә, бұл менің потребностім. Внимание деген нәрсе да, мысалға күйеуінің потребность болып тұр ғой. И осы нәрсені қалай жабуға болады? Қалай мүлде күтпеуге бола ма? Күтпеу керек па, әлде нақты айта білу керек па? Осымен қалай жұмыс жасаймыз? Я бы сказала, что вообще секрет семейной жизни – это умение смеяться над собой. Өзің бүйтіп прикол ұстай алсаң, ситуацияға жаңағы күліп қарай алсаң, именно шын мәнінде не просто деп өтірік бір андай невротический смех емес, а искренне, когда ты можешь посмеяться над собой. Андай приколдарымыз бар ғой, ожидание реальности, типа күттім мынаны, а вот деп шығарып атады ғой мысалы. Ну, типа, вот так ты посмеешься над ситуацией, она вроде не такая сложная. Да. На самом деле, согласна, да, ожидание всегда бывает. То есть, например, даже я сюда иду, я ожидаю, может быть, бүйтіп күтіп аламын. То есть, нет, любой адам бір ойы болады, ну, о чем-то. То есть, это делает наша психика, чтобы готовить нас к процессу. Естественные нәрсеге. Это ожидание или там предугадывание делать раньше каких-то возможных событий. Это нормально. Но когда этого не получается, то есть делаешь вывод, идешь дальше. То есть ты поняла, что
ну, сенің күйеуіңе бұл метод жүрмейтінін түсіндім. Ну, зачем ты его без конца туда капаешь? Вообще вопрос у меня туда. Зачем ты без конца ожидаешь, зачем ты без конца говоришь, и зачем без конца обижаешься? То есть, делая действия одинаково, ты ждешь других результатов. Ну, не знаю, білмеймін, теркаға етті өткізе алмаймыз ғой, оған типа әрекет жүрмеді, басқа инструмент керек, оған пышақ керек шығар, оған мясорубка керек шығар деген сияқты. И от этого ты, ну, тогда ты получишь фарш. А вот делая какое-то другое действие, оған не соответствует, сәйкесі жоқ, какой-то қатысы жоқ бір действие жасап, ананы типа болмады, келмеді, не получается деп жылау бір түрлі, да? Понимаете? Это вот человек просто на самом деле, вот этот вот, когда задают такой вопрос, что типа у меня постоянное ожидание от мужа, он мне не дает, а я обижаюсь, это про то, что я жду, что когда-то вот этот муж мне станет папой, который будет все делать так, как будто я лялечка маленькая, и он будет обо мне так заботиться, и мен айтқанымды бір дегенде істеп қояды, то есть такой дрессированный мужичок у меня будет. Но я железобетонную гарантию даю, что когда у тебя будет дрессированный мужичок, ты от него уйдешь. Это будет, ну, тебе неинтересно, потому что тебе надо другого найти, чтобы подрессировать. У человека внутри есть такая вот потребность к этому, понимаете? И тут дело не в мужике, который что-то делает, дело вот во внутреннем состоянии этого человека. Хочется пострадать. Хочется сказать, типа, а мен айтам сонда, да нет, понимаете, да. А я вот, ну вот хочется внутри вот это все поковыряться, вот, и всем людям рассказать, как там у тебя все плохо. Привычка страдать у человека. Прикол. Ондай да болады, и их очень много, очень много. И мысалы мен бұны әйел ретінде айтып жатқан үшін люди меня слушают, прислушиваются. Я говорю такие вещи открыто. Если осы нәрсені ер психолог айтса, он жеп қояды. Нет, в смысле? А олар айта алмайды. Ну, почему? Потому что они такие, ну, более бережно надо говорить, не делать. А я говорю, как есть. Надеюсь, жизнь деп кто-то примет на свой счет и, наконец, это, ну, решат эту проблему. Так, қанша примерно адам тыңдайды сіздің подкастты? 4 мыңнан 12 мыңға дейін. О, круто. Можно осы жерде мен тағы бірдеңе айта кетейінші, мен өзімнің болімді деп па. Бәрі маған бүйтеді, қазақша орысша араластырмай сөйлеш. Ол не деген тіл? Тебе сложно меня слушать? Мен осылай айтқан кезде. Смотри, мен жалпы, я хочу просто объяснить уже на всю аудиторию, на какую только можно, потому что везде, мне кажется, тиктокта шығып жатыр, мында шығып жатыр, везде вот эта вот тема қазақша сөйле, да, қазақша сөйле или араластырма деп сөйтіп айтады да. Я считаю, что, во-первых, шынымен білім алам деген адамға ештеңе кедергі емес. Қай тілде айтып жатсың, қалай айтып жатсың, түсініп алса болды. Ол адам, когда расслабляешься, ол қазақша сөйлеп жатыр ма, орысша сөйлеп жатыр ма, это уже не важно. Когда ты реально хочешь что-то получить. И это раз. Это значит, ну, в основном негатив айтатындар, это те, которые вот сидят, ну, какашку свою хотят оставить тебе, потому что сами такие злые люди, у которых ничего не получается. И вот они, когда видят, что кто-то что-то делает, и вот делает это плохо, на их взгляд плохо, что так нельзя, потому что профессионал былай істеу керек делает, у них своя картинка профессионала есть. А я делаю как могу. И все равно это идет, ну, людям заходит, у людей проблемы решаются, да. То есть моя задача не думать о том, что обо мне люди скажут. Просто мне задолбало, когда вот каждый второй хочет свою говняшку оставить там. Я хочу как можно больше людям вот это донести, вот эту мысль, что сен қай тілде сөйле, араластырма, шынымен сенен бірдеңе алам деген адам, то есть может это для кого-то барьер. Сен бірдеңе алам деген адам, ол қарамайды сен қай тілде сөйлеп жатсың, сен араластырасың ба, араластырмайсың ба, түрі қандай, мұрны қандай, ештеңеге қарамайды. Он на самом деле өзіне мындай пайдасын алып алады. Все, сол ғана, это раз. Во-вторых, мен андай жаңағы орысша оқығанмын, но все равно жаңағы елім, жерім деп жүрген адам болғандықтан я вижу очень много именно казахоязычные қыздар, которые вот қиналады осы тақырыпта, потому что орыс тілді ақпарат бұл туралы өте көп. Психологтар да бұл туралы көп айтады. Вообще жалпы ізденем деген адамда уже бәрі бар.
Но я хочу, чтобы как могу донести до казахоязычной аудитории, что вот это неправильно, а вот это вот адекватно, вот это мысалы мынау істеп жатқаның мынандай нәрсе, мынау мынандай нәрседен шыққан деп түсіндіргім келеді да. И мен орысша оқыдым, и қазақша максимально доношу. Это не издевательство над языком, потому что некоторые люди так думают, что я специально, я сижу и прям она коверкает это, типа, өзінше отыр деп ойлаймын. Ну, әркім өзінің несін ойлайды ғой, что я не издеваюсь над языком. Я стараюсь как могу, но вот ой келген кезде тез айтып тастағым келеді, и қай тілде келіп жатқанын я иногда даже не замечаю. Вот. И вот соны айтқым келді, чтобы андай ни у кого не задели чувства, типа қазақ тілді бүйтіп жүр, сөйтіп жүр деген ой болмасын. То есть андай не дейді, суй заңға апармай өзім айтып жатырмын да. Жаман ойға апармай. Да, жаман ойға апармай өзім айтып алдын алып жатырмын сол сұрақтың. Надеюсь, было полезно. Күшті. Менде тағы бір сұрақ қалып қойды да. Да. Қарашы, осы менде подкаст нәзік әлем деп аталады. Бастапқы ниетім, қазір де ниетім сондай, қыз балаларға көмектесу дамуына, рухани және тұлғалық. Бірақ андай аудиториясы қазір кең дамып кетті да. Қазір қараймын процентаж, ер адамдар мен әйел адамдар арасы тең. Дегенмен осы подкаст нәзік әлем болғандықтан осы сұрақты ешкімнен сұрамаппын, бірақ сізден сұрағым келіп кетті да. Женственность туралы. Бұл нәрсе, не нәрсе, қаяқтан шығады? Бұл сөз тіпті аударылмайды қазақ тілге ше? Аударылмайды. Қызық ұғымшы. Давай так. Как ты понимаешь женственную женщину, девушку, человека? Күшті сұрақ. Давай. Мен мысалға өзім әркез күліп жүретін, өзінде энергиясы бар, және оны сыйлай алатын, то есть дарить ете алатын қызды баланы солай санаймын. Она такая, я так понимаю, она легкая, да? Она легкая, да. Так, с ней легко общаться. Да. Она такая, ахаха, да. Скорее всего, в розовом платье, да, такое, которое летающее, такое нежное розовое платье, такое. Это не девушка, а облачко какое-то, прям, да, вот такое. Но, да. Это тоже женственность. Давай тоже девайтай. Это тоже женственность, это какая-то часть. И к сожалению, некоторые басқа қыздар бүйтіп ойлайды, мен сондай женственный емес, мен соған типа стремиться етуім керек, а өздері қандай кішкене андай ер мінезді, андай даже түрінің бір нелері грубыйлау болуы мүмкін, денесі ірілеу болуы мүмкін, и они потом жалуются, что я не женственная, деп айтады, да? То есть у них как будто у всех есть такой идеал, что женственная женщина это такое розовое облачко, с которым легко, который ты даже если поднимешься, но жаңағы суда адамның несін сезбейсің ғой, сол сияқты ана қызды көтерсең бүйтіп ана лужадан өткізуге болады, бүйтіп жаңағы, то есть вот такое легкое, но дауысы да нәзік, өзі де сонда бәрін түсініп тұрады, оған ештеңе керек емес, она воздухом питается, она такая классная, да. Но проблема в том, что женственность это не про вот этот вот образ. Вот это вот образ, это корявый образ женственности, неправильный образ. Потому что да, такие люди есть, но вот это вот, знаешь, это девочка до 5 лет, которую ты описала. Да. Девочка до 5 лет, которую шынымен оңай көтере салуға болады, любой іс-әрекеті тәтті, сөйлегенде тәтті, істегенде тәтті, сұрағанда тәтті. Ол типа айтқанның бәрін бүйтіп прям ұрысқанда тәтті, басыңа отырғызып алсаң, ешкім ештеңе демейді саған ондай қызды ше. Типа вот это образ девочки до 5 лет. И стремление к такой женственности – это стремление к инфантилизму на самом деле. Это нездоровый образ. Нет, да, можно временами быть такой, но постоянно это невозможно. Это даже нездоровая девочка. Вот эта женственная девочка, на ней есть ответственность какая-то? Ты мне скажи. Мендегі образда я бар. Қай жағында? Бірақ тек өз істеріне. Басқаларға жауапкершілік алмайтындай. Так. Басқалар это, например, ата-анасы, бауырлары болуы мүмкін. Оған жауапкершілік алғысы келмейді менің образымда. Так, ол қыз онда не істейді? Жұмыс істей ма? Жұмыс істейді, Скорее всего, істемейді. Обычно істемейді. Жақсы. Өзімен слом жүреді. Потому что если она такая легкая и женственная, ну, то есть
у нее есть ресурсы на себя, на работу как будто у нее нет ресурсов сияқты. Ну, типа, она сидит дома, занимается собой, типа, вот сондай ғана адам сияқты елестейді. Смотри, женщина, она разная. У нас очень много разных проявлений. И каждая, она классная по-своему. Вот есть девочки-айтишницы, такие, ну, классные, офигенные, я вообще люблю. Они такие умные, у них все четко по полкам. Они, ну, обычно полуспортивно одеваются как-то. Волосы не такие длинные. И андай. Все по логике болғандықтан не то нәрсе айтсаң бүйтіп қасын бүйтіп көтеріп қойып тұрып жаңағы вот деген сияқты өйтіп тұратын қыздар бар ғой. То есть разве они не женственные? Они очень женственные. Даже в мужской одежде они очень мило выглядят. Ну как, ну вот худи, толстовка, одевает, да, они очень мило выглядят. Они очень, ну, классные женщины. Есть девушки такие крупненькие, которые андай не, ну, денелі, кішкене салмақты, жаңа нелер, то есть, но они тоже по-своему женственные. То есть каждое проявление женщины в любом формате, оно женственное. И женственность — это состояние внутреннее, когда ты чувствуешь себя женщиной. Это не обязательно вот это вот легкий такой вот образ пятилетней девочки. Нет, это когда ты внутри понимаешь, что ты женщина. И все. И в голове, и внутри, да? Да, и в голове, внутри, в сердце ты понимаешь и принимаешь, что ты женщина. И там одан кейін жаңағы айтишник қызға ешкім братан деп жазыспайды. Понимаешь? То есть она действительно может быть классно общаться, дружить с пацанами, ну, общаться, да, с пацанами, но никто ей там не заставит, не знаю, вещи какие-то тяжелые таскать. Потому что она девушка, у нее вот есть состояние, что я девушка, она внутри. И для этого не обязательно вот эти розовые платья или там какие-то там кудряшки, это не обязательно. Потом, допустим, эта девочка, представь, что вот эта женщина вышла замуж, твоя розовая облачко, и родила. Что она будет делать? Вот если вот мы про классическую девочку, она бала көтере алмайды, она баланы не қыла алмайды, ары қарай баға алмайды, өсіре алмайды, то есть жеткізе алмайды. Вот это вот классическая женственность, да, вот, вот дурацкую, которую мы понимаем. Потому что когда жаңағы мать — это материя деген сөзден шыққан, да? Материя — это материальная, то есть это все физическое. Когда женщина рожает, она становится ближе к материи, к материальному. Потому что уже баланы жеткізу керек. А оны жеткізу керек қалай? Максимальный ресурстармен. Ну, ресурс — это как минимум деньги. Это время, это власть, это авторитет. И сол нәрсеге уже, когда женщина, которая родила ребенка, она будет мужа толкать в эту сторону. Развивайся, зарабатывай, там, расти в карьерном росте. То есть вот все, потому что это все будет ресурс для моего ребенка. Ертең жаңа абай сияқты ақылды, тұлға, мықты біреу, чтобы он не отвлекался на вот эти базовые потребности, чтобы он мог развиваться, ну, типа, біз істегеннен артық жасай алсын деген оймен. И вот мать, которая родила, она, надо будет, за ребенка подерется. Төбелескіш болуы мүмкін. Она, может быть, надо будет там за памперс всем там, ну, короче, да, права свои прокачает. Она там, при этом оставаться да, при этом оставаться женщиной, понимаешь? То есть убираем вот этот образ дурацкое розовое облачко. Да, это тоже есть, не исключаем. Есть такие девушки, но им потом, после рождения ребенка, они меняются. Просто потом такие девчонки приходят и говорят: Салта, я была такой женственной, а бала тут, да, я такая ведьма стала. Да? То есть, или там, материнство меня изменило. Конечно, оно должно было тебя изменить. То есть, для того, чтобы вырастить вот такого ребенка, вообще негізі бала, бүкіл тірі жанның, әлемдегі тірі жанды алатын болсақ, всех животных, да, ішінде самый неприспособленный именно адамның баласы. Например, жаңағы нелер, антилопалар сразу жүгіреді дейді, астынан жаңағы шыға салып жүгіреді дейді, олар қашуға дайын дейді, да. То есть вот эти львы, нелер тоже андай, так или иначе, зубики есть, когти есть, короче, көзі ашылған. Даже балапан да бірден аяғына тұрып сразу шұқи бастайды, даже білмесе де дейді, да. Сол сияқты, а именно человеческий детеныш, нам нужно очень много времени, чтобы его в сознание привести, чтобы он начал на ножках ходить, чтобы он начал что-то добиваться, делать, говорить, рассказывать, а потом еще и 18-20-ға толықса сөйлей алмайтындар бар, то есть, ну, сөйлей алады, но біреуге айта алмайтындар бар деген сияқты. То есть у нас развитие идет всю жизнь, мы самые неприспособленные. И для этого
у нас должна быть мама, которая, ну, нас перед всем миром отстоит, нас будет держать в безопасности, надо будет подерется, надо будет қорғайды, надо будет там последний кусок у кого-то заберет, тебе отдаст. То есть вот такая вот наглая баба такая. И это нормально. То есть это естественно. Поэтому женственность, она просто ощущение себя женщиной. Я бы вот это сказала. Күшті. Өзін әйел ретінде сезіну. Да, соны қабылдау. Ішкі күй, иә? Да. Күшті. Енді біздің сұрақтарымыз барлығы аяқталды. Ішкі бөлім, ішкі әлемге яғни тереңдеу, одан кейін табыстар тұру байланысында сұрақтар болды ғой. И бір нені қозғағым келіп тұр, сіздің қатты неңіз ұнап қалды да, бір сөзіңіз, фразаңыз, қазір айтам, осы фраза кәдімгідей жиі айтам да, өзіме, сіз оны бір ай бұрын ба сторисіне салдыңыз. Аллахым, я прыгаю, а ты лови. Күшті сөз. Машалла, қайдан келді бұл сөзге идея? Не помню, бір жақтан келді. Бір жақтан келді, күшті. Және бір соңғы жақта бір пост салдыңыз ғой, қызыл туфли туралы, иә? Да. Осы соңында осымен аяқтадыңыз, иә? Күшті. Шынымен де оқырмандарымызға пайдалы болды деп, олар секірсе, Алла тағала ұстап алатындай бір состояниеге ойға келді деп үміттенеміз. Бұл айдар аяқталды. Енді бізде бір айдар бар етін, күтпеген сұрақтар, блиц сұрақтар айдары. Оны ұзақта, қысқа да жауап берсеңіз болады. Негізі қысқа сұрақтар. Бірінші сұрақ, арманыңыз қандай? Я научилась ставить краткосрочные армандарды. Ну, конечно, енді мұсылманның арманы жәннат қой, енді это само собой так вот глобальное, да? А вот скорее арман емес, қалау деп айтайын. Я себе с тех пор, как я поняла, что можно любой арман орындауға болатынын түсінген кезде, я себе просто ставлю очередные цели. Например, в данный момент цель это қажылық, үлкен қажылық. Умраға барып келдім, көрдім, жасай алады екенмін, күшті екен. Сіз 2 рет барып келдіңіз? Бір рет. Бір рет па? Күшті. И вот теперь үлкен қажылыққа барғым келіп тұр. Там, кажется, ну, вообще, рухани, ну, вообще другой мир, другое состояние, вообще круто. Барғандардың бәрі айтады да, мен түсіндіре алмаймын депші, бірақ күшті деп сөйтіп айтып жатады. Иншалла нәсіп болсын, тыңдап жатқандарға да, сізге де бірінші нәсіп болсын. Екінші сұрақ, барлығына бірдей қандай сыйлық берер едіңіз? Вот представьте, 7 миллиард адам, барлығына бірдей бір сыйлық беру мүмкіндігіңіз бар. Ой. Не сыйлар едіңіз? Я вообще, знаете, мой язык любви подарки. Я люблю дарить подарки, я люблю получать подарки. И я когда дарю кому-то подарки, я прям заморачиваюсь, я прям думаю, что этому человеку подарить. Если я не нахожу, то обычно деньги. Акшалай силаем, лучше думаю, что человек пусть что-то полезное себе купит, чем какую-то фигню, которую я ей дам. Ну, если была возможность, ну, именно подарок силанга. Я все равно запарилась бы, подумала бы, что хотя бы там мемлекеттерге бөліп қазақстандықтарға мынаны берер едім. Сонда қазақстандықтарға деп бөлейікші. Давай так. Қиын кететін сияқты сізге. Қазақстандықтарға ақша керек қой, негізі всегда. Ақша бермеңіз? Нет, бірақ бәріне бірдей ақша беруге болмайды. Да? Онда не сұрайсыз? Ақшаны нужно зарабатывать. Ну как, еңбекпен табу керек. Менің бір консультациям деп қойсаңызшы. Нет, я бы всем подарила путевку за рубеж. Если бы, ну, это же у меня была возможность любая, да? Я бы всем, я очень хочу, чтобы каждый казахстанец хоть раз побывал за рубежом. Өзі қалаған мемлекет. Өзі қалаған любой жерге. Мне кажется, вообще даже қажылықты парыз етіп қойды Аллах тағала для того, чтобы люди из своего дома выходили, именно елінен тұрған жер, ну, тұрақты мекеннен шығып, бұрындар еще жаяу баратын ғой. Қаншама мемлекеттен өтіп, ана адамның сознаниясы миллион рет ауысып, еще сол жерге барып, қажылыққа барып, жаңағы умраға барып, жаңа несін жасап, бүкіл құлшылығын жасап, қайтып келгенде уже басқа адам, и уже үйге келгенде вообще это, ну, два разных мира. Я считаю, и мынандай хадис естідім ғой, типа, мағынасы мынандай, типа, путешествуйте и сахат болурсыңыз дейді ғой түрікше, типа, сахат деген сөз былай кең мағынада, типа, саламат дейміз ғой, біз саламатсыз ба дегенде кең мағынада айтамыз ғой, оны не только денсаулық қана емес, именно жалпы общее состояние дейміз ғой, улучшается общее состояние. Так вот, я бы, наверное, хотела бы, чтобы все люди
хоть раз в жизни попутешествовали где-то. Күшті. Мына ой өте күшті идея екен. 5 парыздың біреуі ғой қажылық. Ол бекерден бекер емес, сыртқа шығып келу да мысалға. Просто так үйде, мысалы осынша ракат намаз оқысаң, қажылықты өтейсің емес, кәдімгідей барып, Меккеге барып қажылық ету. Бір хикметі бар дейсіз ғой, сыртқа шығудың. Машалла, күшті. Енді үшінші сұрақ мынадай, бүгін соңғы күн десе, күніңіз қалай өтер еді? Ой, ну, с детьми, наверное. Я бы, наверное, аманаттарды раздала бы дома с семьей. В блоге бы попрощалась. Ну вот, да, наверное, больше в отцов с любимыми. Что? Енді келесі сұрақ тоже қызық. 7 миллиард адам бар ғой, бәрінің телефондары бар қазір. Сіз хат жібересіз, бәріне бірдей келеді, бірдей хат. Сіз оны жіберетінде сіз қандай сұрақ қояр едіңіз? Ой, сұрақ қояр едіңіз көру. Қандай хат жіберер едіңіз? Разрешаю быть счастливым. То есть как будто мы все живем и ждем разрешения на что-то. Типа даже, мысалы, ана кәсіп ашайын ба ашпайын ба деп ақылдасамыз ғой, негізі мы там ждем, что люди поддержат нас и скажут, что у тебя получится, то есть какое-то разрешение получить от них. Ну, это вообще кішкентайымыздан басталады ғой, типа ата-анамыздың несін, типа рұқсатын алу бір жерге шыққанда. И вот этот паттерн поведения, он потом в жизни остается. И когда вот некоторым людям я задают вопрос, мне просто хочется сказать, я тебе разрешаю деп айтқым келеді да, көп нәрсені. И вот содан кейін барып адамдар бірдеңе істеп, әйтеуір әрекетке көшіп жатады. Как будто, ой, ты же мне разрешила, у меня уже разрешение какое-то есть. Многие люди вот очень долго ждут просто разрешения, чтобы быть счастливым, что-то начать. Вот я, наверное, такое хат жіберер едім. Және бір бақытты болуға мындай шарттар қояды. Так, мен кітап жазып тастайын, шығарып тастайын, сосын бір бақытты боламын. Сосын өзімді бір құттықтап бір жаққа апарамын деген сияқты. Сіздерге бірден рұқсат беріп жатыр Салтанат ханым. Сол үшін бақытты болыңыздар. Официально рұқсат берді. Енді 5-ші сұрақ мынадай. Бізде подкаст нәзік әлем. Сол үшін осындай сұрақ қоямын барлық келген қонақтарға. Қыз баланың миссиясы қандай деп ойлайсыз? Өзінің потенциалын ашу. И потенциал он может быть разным. У кого-то это материнство, там дом, у кого-то вот как раз-таки бизнесы, какие-то крутые открытия где-то. То есть пусть каждый найдет свой потенциал, раскроет, потому что это то, что уже Аллахом заложено в нас. Аллах тағала уже бойымызға салып қойған нәрсе, соны ғана ашамыз ғой, барды ашамыз, жоқты қайдан ашамыз. И так бар, и так бар. Просто соны көріп аша салу керек дейсіз. Күшті. Енді соңғы сұрақ, анаңыздың қандай қасиетін қыз балалар үшін үлгі ретінде айта аласыз? У меня мама андай барлық менің сұрақтарыма всегда жауап беретін. Вот я была маленькая, и я еще помню, что я задавала очень неудобные вопросы. Как раз сол кезде телевизионда пайда болған неше түрлі сөздерді естіп аламын. Мама, что такое презерватив деп келетін кейін кездерім болатын. И мама менің уже сол неме сай, возрастыма сай как-то пыталась отвечать. И, наверное, соның арқасында у меня есть любознательность деп айта аламын, потому что мен бүкіл сұрақтарым қанағат табатын. Короче, так или иначе, ол айтпайтын, кейін айтам, когда повзрослеешь поймешь деп айтпайтын. Актер тілі келгенше маған бірдеңені түсіндіруге тырысатын. Білмесе, білмеймін деп айтатын. Но я тоже понимала, что ответ где-то есть. Вот. У меня мама всегда отвечала на все мои вопросы, и я думаю, что это классное качество. Күшті қасиет екен шынымен. Мен де мамамда осы қасиет бар екен да, есіме түсіп жатыр. Күшті негізі ондай барлық бала сұрақ қояды ғой. Бірақ барлық ана жауап бере бермейді. Сол үшін қыздарға күшті лайфхак екен. Иншалла ана болған кезде барлық сұрақтарға жауап беру. Салтанат ханым, Киргиз леди, рахмет келгеніңізге. Өте үлкен менің подкастыма да, тыңдайтын қонақтарға да, маған да кәдімгідей пайдасы болды, көмектесті деп білемін. Иншалла армандарыңызға, ең үлкен арманыңыз жәннатқа, одан кейін қажылыққа жете беруіңізді тілеймін. Әркез адамдарға көмектесіп, Аллахпен байланысын дұрыстауына себеп болып, потенциалын ашуына себеп болуын тілеймін. Сізді өте күшті психолог деп білеміз. Сәттілік тілеймін сізге. Рахмет.
Сұлтан ханым, сізге осындай сыйлығым бар. Сізге болғанда, кажется, көбінесе қыздарыңызға, балаларыңызға. Классно. Бізде осындай кітаптар бар да. Ух ты. Бір топтама. Бетіндегі бұл менің кітабым деп. Вау, супер. Жаратылыс сырын оқы. Бұл сіз айттыңыз ғой, ғылыми. Бұл сондай ғылыми түрде Алланың барын, құдіретін дәлелдейтін кітап. Жақында шықты. Круто, поздравляю. Рахмет. Ал бұл балаларға арналған топтама. Пайғамбарымызды білгім келеді, Алланың есімдерін кішкентай баланың тілінде түсіндіреді да. Ішінде суреттермен, ертегімен түсіндіреді. Періштелерді білгім келеді. Тағдыр туралы жаңағы балаларыңыз сұрақ жауап түрінде еще жазылған. Сұрақтар, жауаптар. Сондай. Классно. Как раз менің екінші қызым осы тақырыпты көп қозғап жүрді. Мне интерес. Жасы 4-те, 5-ке кетті. И Аллах где дейді? Я говорю, у нас в сердце деп айтамын ғой. Сөйтсем, а что у него много братьев и сестер, потому что у тебя в сердце, у меня в сердце барлық жерде. Күшті сұрақ екен, иә. Содан деп айтып не істерін білмей, сосын Аллах, он как Wi-Fi, он типа вот он везде один стоит, он всем раздает, и у тебя в телефоне, и у меня в телефоне деп айтуға тырысамын. Түсінгендей болады, сосын айналып келіп басқа нәрсе сұрайды, басқа қырынан. Но шынымен сол балам қойған сұрақтарына қарай уже иманды басқаша ойлай бастайды кезін. Мына топтамада осындай. Иншалла пайдалы болсын. Круто. Значит, неге ихтияжы бинайын дейді. Иә. Подкастты қолдағыңыз келсе, төменде реквизит көрсетемін. Сол жақта қолдай аласыздар. Ендеше сау саламатта болыңыздар.